кеш қалайсың? Жоқ, қайтып баратқан ғой жұмыстан. Жақсы. Сайын дала саулығы үшін сан құрған, сары даланың топырағын шаңғылын, аспан түстес азаттықтың жолында, арда қазақ жан қиған. Жаңа ән, бұл әнді ешкім білмейді. Тарихыңның түп тамырын тектесем. Нормально өздерің ғой. Егер қазақ кімге сенің кеттесең, қан мен тердің иісі сіңген даламай, топырағын иіскесең, тұяғы тозған тұлпардың, қанаты толған сұңқардың. Неге сенбейсің дейді? Сенетін повод жоқ қой, қайтем. Атадан қалған киелі бұл жер аманат, бізге аманат. Анаңның қалған ақ жаулы қары аманат, бізге аманат. Лайк басыңдар, лайк басыңдар. Қуыс кеуде дейді. Молодец, жақсы кітап. О, рахмет. Атеист как ты дейді. Хорошо, сами как. Жақсы, Ержан өзіңға. Барымыз. Лайк лүпілдетіп отырайық. Лүпілдетіп. Подаркілерің болса атып отырыңдар. Монеталарыңды аямай. Сол үлгіріп атырмын қайтер. Жолға да, комментарийға да қарап үлгіріп атырмын. Алло. Анаңды сүйсең менше сүй. Что там, мақсат?
Как ты, брат, амансың ба? Нормально. Dedi жатыр болсын брат. Жеп десең, бар десең қосыл деп. Сол өзіміз әңгіме айттық. Не айтып отырсың қазір бұл жерде? Жай әңгіме. Адам жинап отырсың ба подписка? Не дейсің? Адам жинап отырсың ба деймін да подписчикті. Иә, сол. Адам жинап отырмыз. Онда айтарың бар ма еді, не алды? Құдай жоқ, бар десең қосыл дегенге соған кіргенде ғой ше. Сол бар дегенге бірдеңе айтама деген ғой. Бар ғой негізі. Қандайы бар? Қандайы бар деген. Жалғыз Құдай бар ғой. Сол жалғыз емес, проблема жалғыз болмағандығында болып тұр ғой сол. Әр кәлгенің қиялынан бәленбай Құдай пайда болып кеткен да. Жоқ, Құдай жалғыз, оның мекені де сипаты да болмайды ғой жақын. Жалғыз деп Зевсті айтып жатсың ба сонда? Зевс деген кім ота? Құдай? Қандай Құдай ол? Сондай жалғыз өзі. Неге Құдай жоқ деп жатсың сен өзің? Өзімен өзі жүретін. Или Кришнаны айтып жатсың ба? Амон Ран айтып жатсың ба? Олар танымайды екен менде. Жалғыз деп айтып жатсың, қалай танымайсың Құдайларды? Жалғыз Құдай ғой, жалғыз Алла ғой. Ой, Алла деген қалай ол Алла деген? Жалғыз емес қой. Неге жалғыз емес? Көп қой енді ол сияқты Құдайлар. Қалай көп? Солай, әр кімнің өзінің Құдайлары бар, әр жерлерде. Оларда сенің Аллаңды менсініп тұрған жоқ. Просто жоқ деп жазып қойыпсың да, сол қалай жоқ деп отырмын, сен түсінбей жатырсың да, сол қалай жоқ, қалай дәлелдеп жатыр. Жоғы жоқ қой енді, қиялдағы нәрселер жоқ дегенмен келісесің ба? Қиялдан туған нәрселер жоқ болады. Қиялдан туған нәрселер жоқ болады. Енді былай жалпы жоқ қой, адамның қиялында, мысалы. Әлі. Өмірде. Не дейсің? Дауысың естілмей қалды. Аяз ата бар ма жоқ па мысалшы? Аяз ата? Аяз ата бар ма жоқ па? Иә. Аяз ата жоқ қой өмірде. Или бар болса бар болған шығар баяғыда сондай бір шал. Ол да қиялдан туған да мысалы. Енді Аяз ата мен Құдайдың айырмашылығы бар ғой. Орым, не айтып жатсың? Айырмасы бар. Аяз ата біреудің қиялынан туған. Сендердің құдайларың мысалы Алла деген құдай арабтардың қиялынан туған. Зевс дегендер бұл гректердің қиялынан туған. Амон-Ра деген құдай мысырлықтардың туған. Кришна деген индустердің несінен қиялынан туған. Көп қой енді. Сондай дейді, өшім, ә? Өшім, сен өзің Құдай бар екеніне, Құдай жалғыз екеніне, сен жаратқанына өшім, ә? Жоқ, сенетін негіз жоқ қой. Сен мысалы қашаннан бері сенесің оған? Қайтып сеніп бастадың мысалы? Қаяқтан тауып алдың оны? Туылғаннан бері сенем ғой мен. Туыла сап сонда сен миың Құдай деген нәрсені түсінетіндей істеп кетті ма миың туыла салып? Иә, солай. Жоқ, ес белгілі берді. Туыла сап бірінші класқа кетіп қалды ба? Мен солды білгеннен Туыласа бірінші класқа кетіп. Жоқ, туыласа бірінші класқа кетіп қалмадың оны. Жоқ, мен саған айтып жатырмын ғой, түсіндіріп, оң мен солымды білгеннен бастап, Құдай бар екен, мен сенемін. Сол оң мен солыңды білген сәтіңде сен Құдайды қалай таптың, соны айтшы. Мен саған айтып жатырмын ғой, Алланың мекені жоқ, сипаты жоқ. Жоқ, ол енді сен арабтардан естідің ба, қаяқтан біліп, қаяқтан тауып алдың деп жатырмын. Арабтардан болғанда көреді,
Алла ол арабтардың ғана құдайы емес қой, бүкіл дүние жүзінің құдайы ғой. Жоқ, арабтардың ғана құдайы. Қалай ол арабтардың ғана? Енді құдай, арабтың құдайы болмаса сенен арабша құлшылық етуді талап ете ме ол? Арабша құлшылық ету да? Мен саған құдай... Сен арабша, намазды мысалы ол қазақтың да құдайы болса, қазақшада намаз оқи беретін едің да сен. Бірақ ол түсінбейді сені ше. Бұл арабша оқылатын себебі Құран арабша түскен да, пайғамбарымыз арабша оқығанда, и содан кейін барлық адамдар пайғамбардың короче істеген дейді да. Түсіндің ба? Сол пайғамбардың сонда құдайдың барлық пайғамбарың құдайдың барлық түсінетінін білген жоқ па? Жоқ, тоқтасай, мысалға адамдар дұға жасайды ғой, мысалға. Адамдар ше? Сол кезде арабша жасамайды ғой, қазақша жасайды ғой ішінен. Без разницы, основной негізгі құлшылығың арабша ғой сенің? Арабша. Енді құдай сені неғып арабша құлшылық етуге мәжбүрлеп қойып отыр ол. Құдайың да араб походу, кажется. Ол араб, қазақ дегенде емес бұл жерде, ондай неге нация, ондай не жоқ қой. Қарамайтын болса, сені бөтен ұлттың тілінде өзіне жалбарынтып қоймайтын еді ғой ол, сенің тіліңде де түсінетін болса. Түсінеді ғой тілді бұл. Любой тілді ғана емес, сенің жүрегіңде не болып жатқанда. Қазақша оқысай онда намазыңды. Жоқ. Сен бар ғой, тіл деп жатсың ғой, сенің тіліңде емес, сенің ойыңды түсінеді ғой, ойыңды түсінеді ғой, бірақ ішіңде. Онда ойыңды түсінетін болса, вообще намаз оқымай қойсай онда. Қалай оқып? Мен негізі былай ойлап жүре берсей, сен ойыңмен намаз оқи берсей онда. Неге тұрмай-ақ? Ол мен саған ойыңмен тұрма, ондай әңгіме емес. Мен саған айтып жатырмын ғой, сен ойыңды түсінеді деп жатырмын, сен тіл деп жатырсың ғой. Енді ойыңды түсінетін болса, сен оған арабша бірдеңені жаттап алып, қайтып оқып беріп, неғып әуре болып жүрсің? Ойлай салмайсың ба қазақша бірдеңелерді? Саған айтып жатырмын ғой, пайғамбарымыз арабша оқыған, содан кейін барлық. Пайғамбарың оқи берсін арабша. Пайғамбарың өзі арабша оқи берсін, ол енді басқа тілді білген жоқ. Бірақ ол неғып саған міндеттеп қойды? Сен пайғамбарға жалынып жатқан жоқсың ғой, сен құдайыңа жалынып жатсың ғой. Пайғамбарымыз басқа тілді де білмеген, жазуды да, оқуды да білмеген ғой. Дұрыс, ол пайғамбарың бүйтіп айту керек еді. Мен тек қана араб тілін білгендіктен Құдайға арабша құлшылық етіп жатырмын. Сендер өз тілдеріңде құлшылық ете беріңдер. Сендерді Құдай түсінеді деп айту керек та саған. Енді бұл арабша, мысалы арабша сүрелерді оқимыз да. Не үшін оқисың? Өз тіліңде тілейсің, дұрыс па? Арабша сүрелерді не үшін оқисың сен? Құдайдың саған арабша айтқан сөзін өзіне арабша қайтып оқып бересің, сол мәні бар ма нәрсе ме ол? Мәні бар ғой бәрінің. Сен оқысайсың қазақшасын. Арабша, Құдай саған арабша бірдеңе айтты, сен соны алдыңда Құдайдың өзіне арабша қайталап оқып бердің да? Бірақ Құдай арабтікі емес дейсің да? Құдай арабтікі емес. Бірақ сен Құдай саған арабша бірдеңе айтты, сен арабша соны Құдайыңа қайтып оқып беріп, Құрандағы, мысалға, хадистер жазылады ғой, мысалы, хадис бар ғой, мысалға, хадистер. Соларды жазған, ең хақ хадистерді жазған, осы Қазақстан жерлерінен, Өзбекстан жерінен шыққан адамдар да соны жазған. Ол қоя тұр, ол саған Құдай болмайды ғой, саған Құдай айтсайшы, сенің Құдайың сені өзіне арабша сөйлеуге неге мәжбүрлейді ол? Арабша сөйлеуге мәжбүрлемейді мен арабша сөйлеуге. Онда не намазды арабша оқып жүрсің онда? Айт, бір нәрсені 100 рет қайталатасың да. Мен саған 100 рет қайталап айтып жатырмын ғой, Құран арабша түскен. Пайғамбарымыз арабша оқыған. Одан кейін бәрі арабша оқиды. Түсінің ба енді? Бірақ бұл арабтың діні емес дейсің ғой. Бұл арабтың діні емес. Бұл бүкіл әлемге, бүкіл жаратылысқа түскен дін. Жоқ, бұл арабтардың бүкіл әлемді өзіне бағындыратын құралы. Мақсат,
Сен даже мысалы- ата-анаңнан, сен арабтың Жоқ. бір адамын ата-анаңнан артық жақсы көресің сен даже. Арабтың бір адамы дейсің ба? Қандай Иә. адамды айтып отырсың? Сол пайғамбарыңды ата-анаңнан артық жақсы көресің сен. Иә, олай жазылған, ата-анаңнан артық жақсы. Солай жазған. Саған арабтар кеп, мені сен ата-анаңнан артық жақсы көресің, Құдай айтып жатыр десе, сене саласың ба сонда сен? Арабтар емес, бұл жерде Мұхаммед пайғамбар ғой. Все, Мұхаммед пайғамбарыңда бір араб қой, бір араб келді да саған, маған Құдай айтып жатыр, сен мені ата-анаңнан артық жақсы көр десе, жарайды деп жақсы көріп кетесің ба сонда? Ол үйтіп айтылмаған ғой, сен брат, сен әкең просто бір жерлерден естіп, дұрыс. Құранда жазылған ол, Құранда жазылған. Жоқ, енді оны да мысалға сен мысалы бүйтіп оқыдың, егер болса бүйтіп түсіне салатын неме сен оны дұрыс түсінбегенсің ғой сен брат. Қалай түсінбедің емес, сен басқа мұсылмандардан сұра, ол солай. Мысалға сен Құдай жоқ деп сен мысалы өзің қалай жаратылдың деп ойлайсың, өмір қалай жаратылды, қалай мына бір таңғалатыным бар ғой, мына біздің исламды уағыздаушы имамдар мектепке қарсы жұмыс істеп жатыр да, мысалы мектептің берген білімін шайып тастап жатыр да. Қандай білімін? Мысалы сен биологияны ұмытып қалғансың, либо биология вообще оқымағансың. Не биологияда не ана адам маймылдан жаратылған деген ба? Конечно, биология саған үйретеді ғой соны. Қазіргі маймылдар не адам болып кетпейді онда? Вот сен осындай сұрақ қоймау үшін оқуың керек еді биологияны. Жоқ, енді бопты, енді сұрақ та, қазіргі жүрген маймылдар мысалы адамдарда экспертиза жасап жатыр ғой, енді ученыйлар, сен сияқты сенбейтіндер, мысалы атеисттер ше, олар не адам болмайды деймін да, адам болмаса да не сөйлемейді. Себебі олар саған қазіргі маймылдар көз алдыңда адам болып кетеді деп айтқан жоқ қой. Көз алдыңда адам бол. Онда уақыт керек олардың адам болуына. Эволюция деген нәрсені вообще оқымағансың ғой. Саған лучше андай топырақты илеп адам жасап, қабырғасын жұлып әйел жасапты деген аңыз саған миыңа жақсырақ жағады да. Сен өзің негізі сенесің ба? Бопты да, мысалға саған 1000 жыл өмір берілді да, жаныңа бір маймыл берілді да, сол адам болып кететініне өзің сенесің ба негізі? Сен ол нәрсені түсінбейсің ғой. Жоқ, сен өзің сенесің ба? Өзің сенесің ба? Соны айтшы. Ол деген мынандай да, ол деген дін сияқты жаңағындай топырақты. Мақсат сен білем деп бүйтіп өтірік айтпа. Сұрақ қойсам айналып қадаласың. Жоқ, енді оны бәріміз мектепте оқығанбыз ғой, осындай. Мектепте сен оқыған жоқсың. Сен мектепте ол тақырып болған кезде артқы партада карта ойнаған баласың. Жоқ, енді тоқсай бопты, карта ойнаған мен қарасай сен. Егер оқыған болсаң, давай мен саған сұрақ қояйын, сен айт. Эволюция қанша уақытта жүреді? Қанша уақытта жүреді? Минимальный уақыттары, мысалы, біздің ғалымдар зерттеген бойынша бір түрден екінші түрдің өту аралығында қандай уақыттар бар? Қанша бар? Енді оқыдың ғой сен, енді жаңа мен оқыдым деп беріп отырсың ғой. Енді мен ол точка жылдар білмеймін ғой, енді қанша жыл бар айтшы. Точно сұрап жатқан жоқпын. Сен бір бүйтіп кесек қылып айтшы приблизительно. Приблизительно бір бопты қанша бір 10 000 жыл бар шығар. Мақсат, сенің мына адам болып жүріп, осы кейпіңде жасаған мәдениетіңнің тарихы 15 000-нан ары кетіп қалады. Қаяқтағы 10 000-ы? 15 000. Өзі бопты 20 000 жыл өмір берді дейік та, брат, саған бір маймыл қосып. 20 000 жыл дегенде түк емес. Ол деген бар ғой, сен ұзақ өмір сүргеннен өзгереді деп айтпайды. Сен лучше бүйтсей, 10-шы класстың биологиясын аш та, эволюция деген тақырыпты әдемі түсіндіреді. Соны тағы бір оқып шықсайшы. Сонда 100 000 жыл дейік та, 100 000 жылғы алдың болған нәрселерді адамдар қалай біледі ол бар? Міне, ғылымның ғажайыбы осы да ғой. Сен осы сұрақты ізденіп көрші, солар бұл топастар жаңағы 100 000 жыл бұрын болған нәрсені қаяқтан біледі екен деп ізденіп көрші, сен қызықтың бәрі сол жақта жатыр ғой. Қызықтың бәрі сол жақта жатыр. Болыпты бауырым, саған да 100 000 жыл өмір берілді бір маймылбен, сол маймыл адам болып кететініне сенесің бе өзің іштен? Енді екінші қара, бірінші уақыт кеттіге 100 000 жыл деген аз. Мақсат тыңда. Мақсат, сен имаммен сөйлесіп отқан жоқсың ғой. Имам болса мен саған айтатын едім. Мақсат, короче, 100 000 жыл болады,
құдай бол дейді, болады деген сияқты әңгіме айта саламын да сен машалла деп кететін едің. Ғылым деген нәрсе, мектептің программасы сәл күрделілеу да енді. Бұл жерде былай. Бірінші уақыт, уақыт ол 100 000 жылда емес, даже 200 000 миллиондаған жылдар уақыт кете береді. Себебі бір сразу қара, тыңда. Мақсат, мен сен түсіндім, короче. Мақсат, мен сен түсіндім. Саған бұл сұрақтың жауабы қажет емес. Сен просто өзіңнің сөйлейтін уақытыңды күтіп отырасың да, и бұл сұрақтың жауабы саған вообще керек емес. Жауап берші, брат, мен саған басқа ештеңе сұрамаймын. Бопты, саған қанша жыл берілді да, маймылмен, сол маймыл хотя бы адам болмаса да сөйлеп кететініне сенесің ба өзің? Жоқ, ол сөйлемейді. Сен ол үшін оқуың керек ол нәрсені. Жоқ, өзің сенесің ба? Жоқ, мен саған сұрақ қойып жатырмын ғой. Мен сенесің ба дедім, мен құдайға сенемін дедім. Оған сенбейсің, Мақсат. Мақсат, оған сенбейсің. Жоқ, бопты, сен сенесің ба соған? Мен де сенбеймін оған. Онда не деп отырсың енді, брат, өз-өзіңе қарсы тұрып отырсың. Себебі, Мақсат, биология кітапта, эволюцияда олай айтпайды. Қалай айтады? Қалай айтатынын білгің келсе, саған челлендж бар да, эволюция деген 10-шы сыныптың биологиясынан оқысы жүр. Сен өз-өзің сөзіңе сенбей отырсың, мына жерде не айтып отырсың деймін да мен сенше. Жоқ, қара, Мақсат, былай да. 1 000 000 жыл берілді, боптан 100 маймыл берілді да, бір-бірімен көбею үшін де сол. Енді сен, Мақсат, мынандай да, сен бұл процесс туралы ештеңе қағып тұрған жоқсың да, бірақ мынаны бүйтсе былай болады дегенге сенесің ба деп қуып отырсың. Олай жазылмаған ғой кітапта. Сен енді ол миың өзіңде, брат, ақылың бар да, сен, брат, сен соны өзің біліп тұрсың да, ондай болмайтынына ше, сен өзің сенбей тұрсың да, мен саған сенесің ба десем. Ол болмайды, оған сенім, Мақсат, бұл сенің дінің сияқты емес, бұл жерде сенім қажет емес. Ғылымда бар ғой, ғалымдар сеніміне қарап жасап отқан жоқ ол нәрсені. Ол бірдеңені табады, сосын оны зерттейді, одан кейін басқа нәрселерді қарайды, басқалармен сөйлеседі, сөйтіп ғылыми мақала жазады, оны апарып тексереді, солай жасалады да бұл жерде. Бұл жерде сенің жаңағы бір адамның отырып алып ойдан шығарған аңызы сияқты емес та бұл. Бопты. Брат, бопты, мен саған тағы бір сұрақ қойшы, брат, сен егер енді бәріміз өлеміз ғой. Ақыл дейсің, сенің ақыл. Өлгеннен кейін. Қандай нәрсе өзі таңғаламын сен. Жоқ, сен өлесің ғой мысалға, по-любому ше. Сен өлгеннен кейін бірдеңе істейтін пландарың бар ма сонда? Жоқ, өлгеннен кейін бірдеңе істейтін пландарың бар ма еді деймін. Жоқ, мен саған сұрақ қойып жатырмын ғой, жауап бер. Пландарың болса от меня өлгеннен соң ештеңе жоқ. Болды ма сөйтіп өліп кете бересің, жоқ болып кетемін деп ойлайсың ба? Енді не істейін деп жүрсің сен? Жоқ, мысалға да осы қарада, мысалы сен осы өмірде мысалы қанша адам, мысалы біреулер жамандық істейді, біреулер жақсылық істейді, мысалы біреулер короче кезінде мысалы соғыс болды, мысалға соғыста мысалы 30 миллион адам өліп кетті, біреулер соларды өлтіріп тастады. Солар сонда өліп короче бол тап-таза болып кете береді деп ойлайсың ба? Конечно, кетті болды, өліп қалған адамға не істейсің? Болмайды деп ойлайсың ба, ол істеп жатқан нәрселер? Ол сені жұбату үшін айтылған өтірік нәрсе ғой негізі, бірақ ондай әділеттілік жоқ. Мен жұбату үшін дейсің ба? Иә, сен жұбату үшін қиналмай жүрсің, ертең әділеттілік бар дегенге сеніп жүрсің деп. Жоқ, сен болды, брат, жақсы демең, шығамын да, сен просто андай өзің сенбейтін нәрсені деймін да, қалай жұртты сендірем деп ойлап жатсың деп жатырмын да, құдай жоқ деп. Өзің сенбейтін, мен сені сендірем деген әңгіме айтқан жоқпын саған. Жоқ, мен сендір деп жатқан жоқпын, сен өзің бар ғой. Мен саған айтып жатырмын ғой, мысалы маймылмен саған 100 000 жыл берілді. Дұрыс. Өйткені сенің айтып отқан нәрсең менің білетін нәрсем емес, Мақсат. Мен саған бар ғой, саған қатысы жоқ бірдеңені айтып, осыған сенесің ба деп отырсам, мысалы солай сияқты да. Сенің айтып отқан дүниең біздің мектепте оқитын нәрсеге қатысы жоқ нәрсе. Мектепте олай айтпайды деп жатырмын саған. Болды. Жақсы, брат, аман бол. Әйтеуір бір күн сен де түсінетін шығарсың. Бір күн түсінгенде сен эволюция деген тарауды оқу, 10-шы класстың биологиясы, оқулық KZ деген сайтта бар. Болды. Жақсы, брат, аман бол. Болды деп оқымайсың ғой бәрі өтірікші. Аферист. Алдап кете салады да өстіпші. Оқымайсың ғой сен бәрі.
сол жерден қара 100 мың жыл адам өмір сүріп маймылға адамға айналып кетті деп жазылып тұрса, сосын бізге көзімізге шықпайсың. Ақпан тоқпан тұрар қожа қалай жады? Брат, сен ба Құдай жоқ деп атқан? Мен саған айтайын ба Құдайдың бар екенін айтып берейін ба? Боқтасаң сразу шығарып жіберемін. Ау? Боқтасаң сразу шығарып жіберемін. Мен 15 минутшыда сөйлесік десе Құдай бар деп айтасың маған. Базар жоқ, 15 минут сөйлесем, бірақ боқтасаң шығарып жіберемін сразу. Боқтамайын, мойымдама. Боқтамасаң онда сөйлесуге болады. Мысалға, брат, мысалға саған бір сұрақта, кез келген мысалғанда қолымда телефонды да, аяқ киімді де, үстінде футболканы да әтеу біреу тіккен ғой, дұрыс па? Біреу тіккен, телефонда біреу пайдалған. Біреу деме адам де. Жоқ, адам тіккен, дұрыс па? Адам тіккен. Адам тіккен ба, завод тіккен. Әтеу бірдеңе өзіміз аспаннан тағы түсқамаған, дұрыс па? Дұрыс, сон біреу тіккеніне сен сенесің ба, жоқ білесің ба оны біреу тіккен? Жоқ, біреу істеген анық қой, гарантия ғой оны біреу істегені. Ол білесің ба, сенесің ба? Оны білесің ба, сенесің ба? Сенем де, білем де, короче. Сенімін қажет ете ме ол нәрсе? Жоқ, тоқтап, мен сұрағыма жөнде жауап бер, кейін мен сегіне жауап беремін, жарай ма? Кезек болсыншы. Адам жасайды телефонды, дұрыс. Адам жасайды, аяқ киімді да біреу жасайды, аспаннан түспеген анық. Біреу деме адам деп айтты, оны біз білеміз. Адам. Енді мысалға, адамды да біреу жаратқан жар, аспаннан тап түсіп қалмаған жармыз. Эволюция бола ма? Мүмкін деп алайық та. Топ түсіп қалмаған жарсың аспаннан, бір шаңмен шаңмен. Жоқ, Ақпан, сені де 10-шы класстың биологиясына жібереміз ба, не істейміз? Жоқ, 10-шы класстың биология, жоқ, қайдан пайда болып қалды топтан ау. Хомо сапиенсіңді, эволюцияңдағы да, бір шеше, любой нәрсе бірден аспаннан тап түсіп қалмаған жар, өзімен аспаннан салбырат түспеген жар, бір жерден пайда болған жар, бір жерден пайда болыпты, сосын дальше. Сол пайда қылған, біреу пайда қылған жар, телефонда да біреу адам пайда қылды, дұрыс па? Адамда бір жаратылыс, бір тылсым дүние болса, тылсым дүние сол Құдайда, сол тылсым дүние, мойындамайтын Құдай жоқ деп мойындамайтын тылсым дүние. Тұра тұр, сен адамды біреу жасады дегенді қаяқтан шығардың сен? Жоқ, енді примерда саған да логикалық сұрақ. Қаяқтан пайда болып қалды? Бірінші адам, номер, первый адам пайда болып қалады, саған айтшы. Мен саған примеріңді келтіріп беремін. Сенің примерің бойынша адам бар, е? Адам, жоқ, номер один бір адам аспаннан түскен ау. Хомо сапиенс саналы адам. Маймыл ма бір? Мұнда адам бар, телефон бар, телефонда адам жасайды, дұрыс па? Иә. Толық тізбек бізде толық. Енді адам бар, Құдайың мен Құдайыңның адамды жасайтынын дәлелдешсің. Жоқ, оны жасайтын саған видео жоқ. Дұрыс, мысалы, любой адам айтады, мысалы, атеисттер, Құдай жоқ дейтіндердің бәрін мен Инстаграмнан көріп жатамын да. Мен де жаман ізденіп қалғанмын, өте білімді адаммын, мектепте жақсы оқығанмын да. Бәрін айтатын сөзі Құдай, кәні саған Құдай міне деп фотосын көрсету керек, дұрыс па? Жоқ, міне деп емес, сен тапсайшы енді. Бірінші, Құдайдың бар екені туралы аргумент келтір. Сосын Құдайдың адамды жасайтыны туралы аргумент келтір. Жоқ, менде аргумент дейтін, менде енді Құранда да айтылған, Құранда адамды топырақтан жаратылған деген да, Құранда топырақтан жаратылған деген. Оған топыраққа адамның ұқсайтынына да көп деген дәлелі бар. Бұлай қарап тұрсаң, адамның светі де топыраққа келеді да, бір сөзбен айтқанда ше. Топыраққа келеді дейді? Иә, Құранда адамды топырақтан жаратқан деген. Құранда жай қызығы оқығанда, әшейін Құранда адамды топырақтан жаратылған деген да, топырақтан, балшықтан, топырақтан жаратылған деген адамды. Онда тоқтай тұршы. Хауанаға топырақ жетпей қалды ма? Жоқ, Хауанадан оны адам атаның қабырғасынан алып, содан құрастырған ғой, содан бір қабырғасын жылатындай топырақ бітіп қалды ма деймін жасайтын. Жоқ, именно сол несіне байланысты болу үшін да еркекке былай несі болу үшін еркектің несінен қосқан, просто бір қабырғасынан топырақ қосқан, осы екеуі бір-біріне жалғанып тұрсын деген сияқты қылып ше. Оған топырақ жетпей қалды ма емес, просто соның несіне қосқан. Онда негізі қабырға жұп-жұп болмай ма, е? Сол бір қабырғадан алған ғой, бір қабырғадан типа мына екеуі бір-біріне связь, екеуін бір-біріне ұстап тұрсын деген қалай айтсам ғылыми тұрғысынан жеткізіп. Сонда адам атаның қабырғалары жұп емес болған ғой, иә, өйткені бір қабырға қазір жоқ қой. Жоқ, сен прикол қылып айтпадың ма, брат, мен саған прикол қылып жауап беріп жатқан жоқпын, да сол екеуміз ғылыми түрде сөйлесейікші.
Сен қатты ғылымға сенетін адамсың, дұрыс па? Ғылым емес, ғылыммен сөйлесек те мен саған ғылыммен сөйлесетін болсаң, онда жаңағы нені топырақ туралы айтшы ал ғылым бойынша. Топырақтан жаратылған, Құранда айтылған, ол сол бір қабырғасынан алынған дегенде, ол бір қабырғадан алып, ол полный топырақ жетпей қалды ма емес, прикол емес, просто адамның бір қабырғасындағы топырағы алып, Хауанаға қосқан, соның несінен жаратылғанда, Құдай топырақтың өзінде үлкейте алып, топырақтың анда типа әйел адам мен еркек адам екеуін бір-біріне былай связь болу үшін істетілген нәрсе. Кейін топырақтан деген сөзін адам өзіңе өйтіп қарасаң, жалпы адамның реңі де топыраққа кішігірім келеді. Былай топырақты полный зерттесең, адамның несіне адамның витамин нелер бар ғой, химиялық элементтері ше. Мен толық білмеймін, мен де бір Нобель сыйлығын алған адам емеспін да. Мен де бір 20-30% білетін, сонымен бірге сүйеніп айтайын саған, полный бәріне элементтерінде же айтып бере алмаймын, оның шілейін яғмай ақ қой. Несіне келеді да, негізінде былай ютубта ашып көргін де жалпы Намыс ТВ деген канал бар да. Намыс ТВ-ны көп көріп қойдың ба деп айтайын деп жатыр едім уже. Жалпы сол каналда түсіндіріп береді да, жалпы Құран топырақтағы соның несіне Намыс ТВ-ның любой видеосын тексерсеңдерші, фейкпен сендер жегізіп жатыр ғой. Жоқ, негізінде мен де Құдай жоқ деген нәрселерді зерттеп келдім да, сен сияқты. Жоқ, сен Құдай жоқты зерттеме, қара. Сен Құдай жоқты зерттеме, сен Намыс ТВ-ның видеоларын тексер. Жоқ, Намыс ТВ видеоларын мені бір тосатын нәрсе, сол адам, бірінші адам, номер первый адам бейді, аспаннан папа түсіп қалмаған жар, сол нәрсе маған, соны сен маған дәлдеп бердің. Сен ғылыммен сөйлесесің ғой, ғылымда бірінші адам бір тоқтасайшы енді боран бүйтіп айланып бір арасында бір демалып сөйлесші. Сен менен қатты ғылымың сенікі күшті ғой, енді маған қарағанда ше деп ойлаймын енді ше. Енді сен түсіндіріп берші, номер первый адам қалай пайда болып қалды? Номер первый адам сенің ойыңша? Ғылымда первый адам деген түсінік жоқ. Жоқ, ондай мүмкін емес. Ғылымыңда да бар. Ол бүкіл ғалымдар әлі нақты тауып алмай жатыр. Номер первый адам. Маймыл ма, сол маймылдан бұрынғы адам. Номер первый адам деген түсінік жоқ. Жоқ, болады, бірақ номер мынау ұқпайды ғой. Номер первый адам деген. Мынау мүмкін емес болса қарасайшы, оны іздеп жатқан ешкімде жоқ. Номер первый адам деген түсінік жоқ ғылымда. Неге? Себебі адам сол приматтардың ол популяция арқылы жүреді. Эволюция деген түсінік бар. Эволюцияның бірлігі, единицасы. Ол бір тал индивид емес, бір адам емес. Ол популяция, яғни бір топ жануарлар. Сондықтан да ол жерде бір адамды іздемейді ол. Первый человек деген жоқ ол жерде. Жоқ, мақұл, 20 адам пайда болып қалды ма бірден, 100 адам пайда. Сол бірінші номер адам пайда болып қалды. Мысалы, телефонды да біреу пайда қылу үшін да оны бір адам істейді. Адам істейді. Телефонды да, футболканы да бір адам істейді да. Мүмкін емес ол өзімен пайда болып қалу. Сен айтып жатсың да, сенің айтуың бойынша номер первый адам өзімен пайда болып қалған деп ше, өзімен шоу аспаннан түсіп қалу. Сен сенесің мысалға? Жоқ, сен сенесің аспаннан? Ақпан. Жоқ. Сен жаңа өте білімдімін деп соғып жатырсың. Первый адам емес, 20 адам бірден аспаннан түсіп қалуға, жердің астынан шуға шығып қалуына сенесің бе сондайға? Енді сөйтіп ғылымның қай жерінде солай айтыпты, сен айтшы бізге. Жоқ, енді бір нәрсе жарату керек қой, бір бәле жарату керек қой. Құдайыңды кім жаратқан? Құдайды ешкім жаратпайды, ол тумаған, тумайды да. Онда жаңағы ережеңді алып тастасайшы, бір бәле жарату керек деген. Жоқ, Құдай ешкім жаратпайды да, именно Құдай жаратылмайды, ол туылмайды да, туылмаған нәрсе, ол өз бұрыннан болған нәрсе. Сенікі рахат екен, өзің бір ереже аласың да, сосын өзіңдікі дұрыс болу үшін сол ережеден бір басқа атеист адамдармен сөйлесіп көргенде өмірде жауап бере алмайды, сол нәрсеге де жауап бере алмайды. Тоқтай тұрса, енді сен жағалап сөйлеп жатсың. Тыңда, сен бір ережені бекітеді екенсің. Сөйтіп сол ережеден өзіңе ұнайтын жерінен исключение жасап алады екенсің да, сөйтіп менікі дұрыс деп айтады екенсің. Бұлай жасауға болмайды. Сен ережені бекітетін болсаң, ол ережені қалай сен исключение жасап отырсың? Онда мен де исключение жасай берейін ол жерден.
жоқ ол неге сен жауап бере алмайсың екінші конечно сен жұрттың аспаннан тоқта, сен бүйтіп сен жұрт саған жауап беріп жатқан кезде андай тыңдамай өзіңнің уақытыңды сөйлеген сәтіңді күтіп отырып артынан сен бәрібір жауап бере алмайсың деп деген сөз айту үшін күтіп отырсың ғой, сен тыңдау үшін емес. болды давай айтшы маған, тыңдайсың сен де. айтып болдың ғой жаңа ғана, тыңдаған жоқсың. жоқ мүмкін емес ол. Сен короче өзіңнің мен сұрағыма толыққан жауап бере алмай жатсың да, сен первый адам деген нәрсе мүмкін емес ондай нәрсе деп бірдеңені бұрып жіберіп жатсың теманы. Енді бұрып жатқан жоқпын. Ғылым бойынша первый адам деген түсінік жоқ. Біріншіден, екіншіден ғылымда білгіш ғылым егер сол первый адамның темасына жауап берсе, сен айтқандай Құдай жоқ деген нәрсеге кішігірім адамдарды сендіруге болады да. Первый адам. Сен ғылымды мойындамай-ақ қой. Не қыласың? жоқ, ғылым мойындаймын. Ғылымда да кішігірім адам ғылыми да нәрселер бар ғой, адам бүйтіп мойындатады, кішігірім дұрыстап көп нәрсе Құрандағы нәрсемен тура келіп шығады да. Сен Құран деген фильтр алып алып, сол Құранның фильтрімен ғана қараймын дейсің ғой ғылымға. Жоқ, дұрыс. Жоқ, Құран осыдан 14 ғасыр бұрын пайда болған нәрсемен дәл қазіргі нәрсе көп нәрселер тура келеді ғой, тура келеді соңында. Маған мына жерін айтшы онда. Құранда таяқ жыланға айналып кетеді. Осы қазіргі ғылымның қай жерімен тура келіп тұр, соны айтып берші. Таяқ жыланға айналып кетеді? Таяқ жылан Мұса пайғамбардың несі. Мен де дінді медреседе оқымаған, мен де Мұса пайғамбардың несінде болған деп айтылады негізінде ше. Ғылыммен сәйкестендіріп берші маған. Таяқтың жыланға айналып кететіні. Құдайдың бір құдіреті болды. Құдайдың бір құдіреті. Құдайдың құдіреті деп любой нәрсені ақтап ала беруге болады. Жоқ, мысалғаша, саған мен де сен сияқты атеистермен сөйлескенде, олардың айтуы көп нәрсе атеистер Құдайды көрмегенсің ғой. Көрмегеннен сенбейсің, дұрыс па? Көрмесең де ауа бар ғой, мысалы ауамен эксперименттер жасауға болады. Жоқ, негізі Құдайды көрмегенсің, дұрыс па? Мысалы, аспаннан Құдай саған көрінсе, сен сенесің, дұрыс па? Оны сенбейсің, сен білесің ол кезде. Мынау, бірақ оны тексеру керек болады опять же. Жоқ, мысалы тексерісімен де бәрі ғылыммен де зор шықты, аспаннан Құдай шықты да, бәрің ассалаумағалейкум деп. Болды, онда мойындайсың ғой, конечно, мойындайсың, дұрыс па? Енді мойындайсың, дұрыс. Ғылымда тура Құдай деп шығарды соны, ана фотоаппараттан бәрі де Құдай деп шығарды да. Шығарды, мысалы мойындайсың, дұрыс па? Енді қара. Құдай бізді сынап жатыр дейміз, дұрыс па? Сынақ. Неге өзін Құдай мысалға бүкіл нәрсені жіберді да, неге өзін суретін көрсете салмады да, видеосын жібере салмайды, ақыр ол құдіретті ғой, дұрыс па? Мысалға сен ойынша бүкіл жіберіп керек. Жоқ, мысалы құдіретті дейміз біз Құдайды, дұрыс па? Ол құдірет шексіз дейміз да. Ол неге видеосын жібере салмайды? Видеосын не болмаса өз аспаннан шығып бір бізге бүйтіп көрсете салмайды. Ол видеосын қоя салшы, ол видео деген ол жай технология ғой. Мен ол Құдай бар ғой, сендердің сеніп жүрген құдайларың видео жібермей-ақ бар ғой, ана иығыңда отырған екі періштеге диктофон берсін да қолына, қағаз қалам ұстатпай 40 жыл, 70-80 жылғы технологиямен. Қолына диктофон берсін да, періштелерін сенің әр күнге дәптерге жазып жүр да, мысалы, жазып отырады дейді екі періште. О қағаз қаламмен жазып отыр ма, диктофонмен жазбай ма? Солардың қолына диктофон берсін. Енді дұрыс айтып жатсың сен, кішігірім да. Енді қара, соның бәрі короче, Құдай жоқ деп айтасыңдар. Көзге көрінбеген себебін айтайын мен саған Құдайдың. Көзге көрінбеген себебі Құдайдың, мысалы, адамдар қазір мысалы, Құдай аспаннан шығып сен сияқты, міне мен бармын деп, мен видеосын сен сияқты нақты дәлел көрсетсе ше өзіне ше. Мысалға мен қазір Құрамда, Құдай бар болсаң мені мына жардың төбесінен сақтап қал деп мен секіріп кетсем ше, жардың төбесінен ше. Жоқ, менге Құдай шексіз ғой, мені жақсы көреді, мен сенің айтуың бойынша мен құтқарып қалу керек ол. Мен жақсы адам болсам ше. Жақсы адам болсам емес, сен либо араб, либо еврей болғаныңда, онда сені құтқарып қалу мүмкін еді. Бірақ сен қазақсың ғой, сені құтқармайды ғой. Жоқ, негізінде, егер саған Құдайдың нақты дәлел болу үшін, сен секіріп кетсең, бір жардың түбінен ба, секіріп кетсең, Құдай сені құтқарып қалса, былай фокат наглый көрсетсе, мысалы, Құдай маған ақша бер десең, ол Құдай саған мә деп 100 теңге маған мен бай болғым келеді десең, сен бай қылып жерсен, нақты бір айтқан кезде айтқандай берсе, сен Құдай типа бар деп ойлайсың, дұрыс па? Мысалға мен әулие емеспін, Құдай да емеспін же,
не ғылымыңа да пылың бүкіл ғылымдарға айтайыншы, ана бизнесмендерге айтайын, бүкіл адам азанда кешке еңбек етсе де, бүкіл адам кітап ашса да ше, бүкілі не болмайды, анда бай болып кетпейді. Мысалы, любой адам бай болғысы келеді ше, любой жер бетінде кез келген адам бай болғысы келеді. Астына лангрузер мініп алып, екі этажный дом үйі болғанын, ақшасы көп болғанын, проблемасы ауырмағанын қалайды. Кез келген адам ол, кез келген адам өзін жақсылық қалайды. Құдайға сенсін, сенбесін, христиан болсын, либо басқа болсын, любой адам өзін жақсылықтан сен қарайды. Дұрыс па? Алло. Мысалы кей адамдар тоқтатай, тыңдасай. Осыны енді тыңдаңдар. Қанша минут болды сен дарылдап атсың, демалмай. Осыдан кейін ау тұншығасың қазір, тыңдап отырмыз ғой бәрі, не айтып кеттің? Босында қара, бүкіл адам өзіне жақсылықты қалайды, дұрыс па? Бірақ мен айтайын, ғылымға сенетін адам болсын, Құдайға сенетін адам, араб болсын, христиан болсын, орыс болсын, бүкіл адам жағдайы бірдей бай болып кетпейді өмірде. Өмірде бай болып жақсы жағдай болып кетпейді. Капитан, очевидность қойсай болды. Не уақытында болмайтын әңгіме айтып отырсың, оны и так білеміз ғой нәрсе. Жоқ, сен болмайды, сен қойсуын басын жетпей өтті, бүкіл адам бай болмайды. Мен саған айтып атқаным, короче, бүкіл адам бай болмайтын деген себебім, біреу қанша еңбек етсе де, қанша Құдайдан сұраса да, 25 сағат, 25 уақыт емес, 25 уақыт намаз оқыса да ше, қанша ғылыми не ашса да бүкіл адам бай болып, жағдай жақсы болып, зың болып кетпейді. Себебі пол жуатын адам керек бұл қоғамға, табиғатқа ше. Қойшы болды, дұрыс әңгіме айтшы, не мұшкет болды? Оның бәрі реттейтін тоқта, бірдеңе айтсай дұрыс бірдеңе, не болып кеттің? Жоқ, саған айтып тұрмын ғой, сен түсінбей тұрсың, қарасай, бүкіл нәрсе, мысалға сен бай болғың келетін жер келмейді ма? Жағдайың болғанын, қолда айфон ұстағанын. Мені ашты, бір дұрыс әңгіме айтасың ба, айтпайсың ба? Жоқ, сен бай болғың келетін жер, дұрыс па? Қумаш, брат, қумаш. Жоқ, сен Құдай бірдеңе айтасың ба, айтсын. Жоқ, мен саған ғылымың маған жауап бере алмай жатыр ғой, сен ғылым маған жауап бере алмай жатыр темаларға. Ғылым жауап беріп жатыр, сен түсінбей жатсың просто. Жоқ, қарағанда сені бүкіл адам өзіне жақсылық қалайды, дұрыс па? Ол дұрыс шы? Ғылымға осындай сұрақ қойдың ба сонда? Жоқ, қара, бүкіл адам өзіне, тоқта, бауырым, 2 минут тыңдағанда ойланып, сөзімді бөлмейді. 5 минут болып тыңдап отқанымыз, не айтсай бірдеңе? Бүкіл адам өзіне жақсылықты қалайды, жақсылықты қалайды. Өзіне бұл адамның табиғатында бар ол. Табиғаты адамның сондай өзі. Жоқ, уағыз емес саған, бұл уағыз емес. Бүкіл адам өзіне жақсылықты қалайды, өзіне жақсылық нәрселерді қалайды да. Өзіне жақсылық ауырғысы келмейді, бай болғысы келеді, ақшасы көп болғысы келеді, без проблем жүргісі келеді негізі. Бүкіл адам сондай. Оны сен 15 рет қайталадың, өтші ар жағына қарайды нәрсе. Жоқ, ар жағына өткенім міне былай. Енді бүкіл адам қанша ғылыми жақсы сабағын оқыса да, бүкіл кітабын оқыса да, Құдайға қатты сенсе де надо будет. Жоқ, Құдай бар екенін мойындаймын ғой, бірақ қатты сенсе де, азаннан кейін 5 уақыт емес, 25 уақыт намаз оқыса да ше, бүкіл адам без проблемный, типа бүкіл лангрузер машинасы бар, анау-мынау болып кете алмайды, бай болып кете алмайды. Себебі қоғамға пол жуатын адам да керек, сварщик та керек, грузчик та керек та, соны реттеп тұратын. Ол әргі адамды өзіне себепті біреуді грузчик қылып жаратады, біреуді сварщик қылып жаратады, біреуді директор қылып жаратады да, Құдай соның несібесіне қарай береді ол. Егер береді да, Құдай бар болсын, жоқ болсын, қанша еңбек етсең де ондай болып кете алмайсың, не айтқанда сен. Соны реттейтін не бар да, өмірде ше тылсым дүние бар. Сол тылсым дүние көп ғылымға қатты сенетін, Құдай жоқ дейтіндер, атеистер жалпы соған сенбейді, сол тылсым дүниені мойындағысы келмейді. Сол тылсым дүние Құдайда жалпы ше, сол нәрсе Құдай. Мен саған айтайын. Ғылыммен түсіндіріп берді. Сен жауап берші енді осы неме. Ғылым, сен уағыз айтып кеттің, болмайтын. Жоқ, сен жалпы маған осы қарсы ғылыммен жауап беру керексің ғой, сен ғой бұл жерде Құдай жоқ деп жатқан, мен бар деп жатқан мен ғой. Мен саған қойып бердім. Саған жауап бердік. Саған жауап бердік, сен түсінбей жатсың, не кімнің проблема сен? Жоқ екен дәлелдеп берші, мен саған бар екен дәлелдеп бердім ғой, екісін екі немен дәлелдеп бердім. Сен жоқ екен дәлелдеп берші маған. Бар екен дәлелдеп бердің ба? Байқамай қалдық қой, қай жерінде дәлелдеп тастадың сен? Сен тыңдамай жатсың, сен күліп жатсың, мен саған бір рет болсын күлген жоқпын ғой әлі, бауырым. Тыңдамай жатсың, сені 5 минут болды, сені бөлмей тыңдап отыр бәрі. Сен күліп жатсың ғой, сен миыңмен тыңдап жатқан жоқсың да. Енді сен өтірік айтсаң күлмегенде қайтем, енді.
Sen айтшы маған жоқ екен. Sen айт, саған сөз бердім. Sen айтшы жоқ екен. Сөз бермей ақ қойшы, ол бітті ма әңгіме, не болды сен? Жоқ енді сен дәлелдеп берсей, сен кезегің ғой. Мен дәлелдемеймін саған. Жоқ енді сен дәлелдесең отырып алып жоқ дей салатын. Сен мысалға қаяқтан шыққан сенің де бір дәлелің болу керек қой, міне жоқ дейтін. Дәлел керек емес. Мысалы мен Гарри Поттерді оқимын да, оның ойдан шығарылғанын білем, оның жоқ екеніне дәлел іздемеймін. Ой, ертек қой, гарантия ғой ол. Сенікі не айырмасы бар енді? Ой, ертек қой, гарантия ғой, кино ғой бір үзіп айтқанда. Жоқ, сен Гарри Поттермен оны салыстырма. Менің ертегіңнің не айырмасы бар? Жаңағындай жыланды таяқты жыланға айналдырып жатқан құдайыңның Гарри Поттердан не разницасы бар? Гарри Поттерда да тура айтса сонда таяқпен экспеллиармус дейді да, таяқты жыланға айналдырып жүреді ғой, мысалы. Жоқ, тағы да несіне сенбейсің тағы да? Ой, көп ғой сенбейтін нәрсе. Жоқ, мысалы арабтарға дегені саған сенбейсің дұрыс па, жақпайды дұрыс па? Араб екеніне, именно неге құдай арабша болатынына. Енді ғана арабтан ойлап тапқанына дұрыс па? Енді жалпы мына дінде анау пайғамбар деген нәрсе ше, пайғамбар, дін, құдай деген нәрсе, елшілік деген кезге бір ұлтқа түсу керек еді, бауырым ше, бір ұлтқа түсу керек еді. Қателесіп жатсың, ол ұлтқа түспейді. Бір ұлттан өзін солай жариялап жұртты сендіретін біреу шығады. Жоқ, ондай емес, шіли ондай емес. Бір ұлтқа түсу керек еді ол. Бір хош, не хош бір ұлт. Аяқтан түсіп, парашют па, не ол? Аспаннан түсе ма, ештеңе түспейді ешкімге. Жоқ, бауырым ол. Сен ғылымды мен де жақсы білемін, кітапты да жақсы оқығам. Мен де тура сен сияқты атеист болғым келді, бауырым, бір сөз айтқан атеист болғым келді. Тыңдасай, сен де мен де сен сияқты құдай жоқ деген келді, просто осы екі сұрағыма жауап таба алмадым ешқандай ғылымнан ше. Тапсам, мен де болып қалуым мүмкін да, бірақ таппаймын да жауапты ше. Сен де жауап бере алмайсың мынада бүйтіп. Бүкіл атеистердің алып келші, әлемдегі ең мықты атеисті алып келсеңдер ше. Осы екі сұрағыма нақты жауап берсем, мынада мен де атеист боламын ше. Бірақ ешқандай атеист болу керек қоямын. Нақты жауап бере алмайды, сен сияқты бұрмалап жүреді. Первый нәрсе жоқ. Саған ешкім жауап бере алмайды. Саған ешкім жауап бере алмайды. Себебі сен түсінбейсің да ештеңе. Жоқ, бауырым, первый адам деген топ бере алмайсың ғой сен, первый адам, номер. Первый адам деген жоқ болса не қылды? Не қылды? Маған Гарри Поттер топ берді. Жоқ, мүмкін емес қой, первый. Талда бірінші пайда болады, сондай любой нәрсе бірінші пайда болады, мысалға ше. Біріншісі деген әңгіме. Динозаврлар бар кезде адам жоқ еді ғой, адам жоқ еді сол кезде қаяқта еді сол адам? Айтшы. Первый адам жоқ, динозаврларға сенесің бе не сен? Бар ғой, сүйегі шығып жатыр осыдан, одан артық не керек? Бар, ғылым тапты ғой дейді динозавр, тада дейді. Құранда жоқ қой динозавр деген. Динозавр кішігірім былай, мен Құранды 100% білмеймін, 100% зерттемеймін, Құранды білмеймін, бірақ ғылым тапты динозавр бар кезде сол сен первый адамың жоқ еді ғой, первый сол динозаврдан кейін пайда болған нәрсе ол адам. Сол бір адам бірдей кесілік иесі бірдей. Динозавр кезде қаяқтайды адамдар, айтшы. Динозавр кезде олар жаңағыдай көлеңке жерлерде, онда түнде, көлеңке жерде, немесе жасырын жерде өмір сүретін кішкентай сүтқоректілер болған, солар болған сол кезде. Сол сенің аталарың. Жоқ, динозавр кезде адам атауы болмаған, маймылда болмаған. Динозавр кезде бауырым. Адам болмаған, бірақ адамдардың, сүтқоректілердің арғы аталары кішкентай жануарлар болған, түнде өмір сүретін, солар сенің аталарың динозаврлармен қатар өмір сүрген. Жоқ. Динозаврлар туралы кішігірім телевизорда былай зерттегенді көргенбіз ғой, кітабында, ютубтан да көрген. Динозаврлар болған. Динозавр кезде онда сүтқорек ештеңе болмаған. Динозавр кезде кішкентай нәрсе де болмаған, маймыл болмаған жалпы. Негізі сен көбінесе маймыл болған деп жатқан жоқпын ғой саған. Кішкентай тышқан сияқты жануарлар болған. Сол сенің аталарың. Сол адам болды деп жатсың бе сен? Сол кейін адамға айналған, иә. Бля, ол өтірік болып кетті, бля, бұл жерде өтірік ғылым. Бұл ғылымға сенбеймін мен, еркекше. Ол мүмкін емес. Адамның маймылға былай кеткенінде кішігірім ойланып көруге болады да, адамның маймылға айналып кеткенінде, маймылдың бірінші адам сияқты болып кеткенінде, себебі Дарвиннің қателескен себебі адам алғашқыда шынымен денесі жүн болған. Ол рас. Он жүн болған бірінші адам. Оның жүнін қаяқтан тауыпты оның? Адам бірінші шикі ет жеген ғой, басында шикі ет жеген адам, басында шикі ет жеген да. Оның жүнін қаяқтан тауыпты деймін да, сен не айтып отырсың өзің? Жоқ, енді сен қазір мына сұрағыңа жауап бере алмайсың ғой, динозавр көрдің бе, бауырым, өзің жауап бере алмай жатсың ғой, динозавр кезде адам болған ғой, дұрыс па? Саған жауап. Маймылдан тышқанға өтіп кеттің ғой, бауырым. Жоқ, тышқаннан маймылға өтеді кейін бері қарай.
ой жоқ ол мен еркекше бар ғой кітапты мектепте оқығанмын биологияны біз де оқығанбыз оның кезінде бірақ тышқан деген нәрсе сен елестің еркекше құдай ақша енді қайтадан барып оқыды мен мектеп жақсы оқығанмын бірақ тышқан деген бауырым сен елестің еркекше қайтадан барып оқы тышқан деген нәрсе сен бля мынау ғылымға сенбей кетемін ғой мынадан кейін тышқан дегеннен кейін сенбесең сенбей ақ қой, саған сеніміңе мұқтаж емес қой ғылым. Сен барып қайтадан оқыды, динозаврлардың кезінде приматтардың аталары қандай болған деп гуглдан ба бір жерден іздеп биология кітаптан қарашы. Бауырым, адам тышқаннан маймылға, одан кейін адам болып чересчур өтірік болып кетті. Кішігірім маймылды кішігірім шатастыру мүмкін да. Чересчур өтірік емес бұл. Маймылды салғастырып көруге болады. Түбінде түрі ұқсайды, қылықтары ұқсайды. Мақұл, қазіргі маймыл сөйлетпей ақ қойшы. Мақұл, оны бағана бір бала саған қазіргі маймыл сөйлетіп берді ғой, онда жауап бере алмадың ғой. 100 жылдан кейін сөйлейді дегенге сенесің бе деген жауап бере алмадың. 100 мың жылдан кейін дұрыс па? Қазіргі маймыл 100 мың жылдан кейін сөйлейді ма дегенге жауап бере алмадың. Оғанда сен қазір қуып кеттің, тышқан деп жүрдің, бірақ тышқан деген бұл ғылым, сен анау жақсы оқыған Нобель сыйлығы көрген адамда сені көрсе атып тастайды еркекше ше. Тышқан деген ұят болып кетті. Басқасын қойшы, тышқан дегенің жаман ұят болып кетті. Бауырым, осы жерде қателесіп қалдың сен. Басқаны қойшы, Құдайға сенбеймін дегенін қойшы, ол өзің білесің ол жағын ше. Бірақ тышқан дегенің ұят болып кетті еркекше. Динозавр кезде адам жоқ болған ғой, дұрыс па? Сол динозавр кезінде жоқ болған адамды кейін бір тылсым дүние әйтеуір бір тылсым дүние жаратқан шығар. Тылсым бірдеңе жаратқанда сол тылсым дүние Құдай ғой, сол бір аспаннан сол адам пақ түскен, сол динозаврды аспаннан топ түсіп қалмаған шығар шеше. Мақұл, сол сен айтқан тышқанның да бір жерден пайда болған шығар. Түсіп ғой. Қойшы, бұл жердің енді өтірік болып кетті. Өтірік қой бауырым, мен енді қойшы. Мүмкін емес қой, тышқанның да аспаннан түсіп қалуы мүмкін емес қой бауырым. Шынымен ше? Динозаврлардан аспаннан тап етіп түсіп қалды ғой. Енді болды, сен жеңілдің ғой, значит, сен жеңілдің ғой. Ондай нәрсе мүмкін емес деген біліп тұрсың ғой сен. Ондай нәрсе. Ақпан, қазір мынау Маклауд деген астында отыр ғой, соған жазсаң, ысқақты жеңгені үшін деген грамота жазып береді, соны шығарып, үйге рамкаға салып қойып қойсаң болады. Жоқ, бауырым. Эволюциялық қара. Ақпан, қара. Жоқ, эволюцияға мен де шамалы сенем. Эволюционный ветка дегенді қарап келші жүгір. Жоқ, эволюцияға сенем. Эволюцияға сенем емес, сенем. Құдайға сенем, эволюцияға да сенем. Себебі адам сенетін болсаң, тоқтасай. Сенетін болсаң, сен қазір эволюциялық тізбек деп қарап келші. Динозаврлардың заманында адамдардың арғы аталары қандай тіршілік иесі болған? Тышқан болғанның енді. Жоқ, тышқан қаяқтан пайда болды, мақұл. Болды, сен тышқаныңа да сене салайықшы. Сен тышқаныңа да сене салайықшы, мақұл. Тышқан сияқты болған, тышқан сияқты. Бола салайықшы, мақұл. Бола салайық, тышқан сияқты бола салайық. Тышқан қаяқтан пайда болып қапты. Сол тышқан қайдан пайда болды, сол тышқан номер беріп, тышқан тауып беремін маған. Тышқан аспаннан пақ ете қалған. Енді болды ғой, бауырым, ол өтірік нәрсе ғой. Пақ ете қалған тышқан. Жоқ, бауырым, қара, эволюция сенем. Кез келген мұсылманда Құдайға сенетін эволюция сенеді. Себебі адам бірінші бойы ұзын болғанда, қазір адам бойы орташа бойы 1.80 ғой, 1.80 сондай ғой. Негізі алғашқы адамдар өте ұзын. Өтірік соқпа, ұзын болмаған, өтірік соқпа. Намыс ТВ-нің көрермендері өтірік айтуға бәрі. Жоқ, бауырым, тыңда, бірінші адам шынымен дәу болған динозавр. Бауырым, мұнан сен ғылымға қатты сенесің ғой. Сен Құранның аңызымен ғылымды, Ақпан, Құранның аңызымен ғылымды шатастырма, сен қазір шатастырып алдың екен. Жоқ, қара, мұнан нәрсені қара, кейін саған бір ғылымға бір не қойын да, бұрын дәу адамдан болғанын дәлелдеп берейін саған. Осы сүйектерді тауылған жердің астынан дәу адамдар сүйектер табылған. Бірде бір сүйек табылған жоқ. Дәу адамдар болған, бірақ қазіргі адам... Қазір сен интернеттен іздеп алып келесің, ол суреттерінің барлығы адамдардың жасаған инсталляциясы. Жоқ, брат, мен саған бірден айтайын ба? Динозаврды дәл қазірше, Құдайдың құдіретімен ба, сиқырмен ба, әйтеуір бір пайда қыла салайық шу жерден, шубат пайда қылайық. Мысалға любой нәрсені тықсаң болады ғой. Айға ұшып барамын десең де болады, мысалға ше. Адамның мысалына любой нәрсе тықсаң болады. Сонда дәл қазір динозаврды пайда қылсақ, динозаврың мен айтайын 2 күннен кейін өліп қалады.
ешкім атпаса да ештеңе қылмаса да 2 күннен кейін өліп қалады динозавр. Неге? Мен саған айтайын соны. 2 күн. Себебі ауаның құрамында кислород азайып кеткен да қазір кислород. Негізі адамның жалпы тіршілік иесінің қатты дәу болып өсуіне ауаның құрамында кислород өте қатты рөл ойнайды да. Өте қатты рөл ойнайды. Кислород көп нәрсені шешеді. Ауаның құрамында кислород көп азайып кеткенде мына ауаны аздағы кислородқа динозавр демаламайды бір айтқанда ше азық қылады да ол құлап қалады короче бір айтқанда 2 сағат жаңа динозаврлардың кезінде адам болған жоқ деп едің ғой сенің дәу адамдарың қаяқтан шықты олар дәу адамдар ол кислород болған ғой бұрын тамақтың да күші болған ше қазіргідей кола алма бадренің алма ана огурцларында күші жоқ та соны почти әше қарынды алып сен Ақпан сен қазіргі алма жақсы дәмі жақсы алма огурцы дегендердің бұрын болмағанын білесің бе түсінбедім оны адам пайдаланған ба алма огурцларды иә сен жеп жүргендерді адам селекция арқылы жасаған огурцыды алманы ма? Иә, ол табиғаттағысы кішкентай ғана болады, жеуге жарамсыз. Жоқ, осы мысалы 200 жыл бұрын да алма болғанда, осынан 200 жыл бұрын конечно алма болған. Ол деген алманың ғылыми адамдар былай алманы табатын уақытта ондай мүмкіншілік болмаған. Осыдан 100 жыл бұрын да адам болған. Тал болған осыдан. Ол мына сөз қойды. Ол алмалар жеуге келмейді. Жабайы алмалар мысалы өте қышқыл, кішкентай ғана болады. Ал ғалымдар селекция іріктеу арқылы жаңағы үлкен алмалар, сен жеп жүрген дәмді жемістің барлығын ғалымдар селекция іріктеу арқылы жасап шығарған. Вот ана нені да біреу жабайы алманы да біреу пайдаланған шығар. Ол да өзімен-өзі өсіп кеткен шығар. Енді ол жабайы алман қазіргі алмалардан кішкентай, дәмі жоқ, жаман. Сен дәу адамдарыңды қаяқтан шығардың өтірік соқ. Жоқ, дәу адам, брат, дәу адам болған, ол рас нәрсе. Болмаған. Ғылымға сенесің ғой, дәу адамға сенекші хотя бы. Дәу адам болған. Ғылыми дәлел әкеле алмайсың сен оған. Жердің астынан табылған сүйектер ше, телевизорда. Жердің астынан ондай сүйектер табылған жоқ, ол деген кәдімгі анау мүсіншілердің жасаған инсталляциясы ол. Сені білмейсің көрінген нәрсеге. Жоқ, брат, дәу адам. Айтып отырмын сен намыстығы сенің миыңды фейктарға толтырып тастаған. Жоқ, намыстың біз де ойланып көреміз ғой, ол жерде алдап жатқанда ойланған жоқсың ғой сен. Намыстығының бір видеосын тексеріп көрдің бе айтшы ал. Тексеріп көргем, ойланып. Брат, қандай видеосын тексердің? Брат, мен де сен сияқты жаман ана ұшқыр ойлы адаммын да түбінде ше. Құдай жоқ, алаяқ айтса енді қай видеосын тексергеніңді. Жоқ. Сен жағын ғылыми түрде тексермей, ойланып, сенуге бола ма, қалай? Ойланып қалай тексересің сен басыңда бүкіл информация бар ма? Жоқ, брат, короче, сенше көп сұрақтан қашып кетіп жатыр. Номер первый деген жауап бере алмай тоқта, сен айт, тексергеніңді айт енді, бір видеосын тексердің ба? Ау, тексергенді, тек тыңдап көресің ғой, брат, өзіңді өтірікпен ішінде ажырата алған адамымыз ғой, құлақпен тыңдап тексеріп білемін, өзі не айтып жатқан адамды ше. Қуып кетіп жатқан канал болса көрмеймін да ше. Қуып кетіп жатқан, болмайды нәрсе болса. Көріп жатсың ғой, намысты ғой қуып кеткен канал, соны көріп жатсың сен. Жоқ, сен көп сұраққа нақты ғылыми түрде жауап беремін. Көп нені де мойнамай кеттің, дәу адамды да мойнамай кеттің. Ғылымды түсінбесең енді. Сен ғылымды түсінбесең енді мен кінәлемейсің. Кейін анау маймылдан кейін тышқан қылжардың мақұл тышқаныңа да көндім да, оны тап етіп аспаннан маймылдан кейін емес, маймылға дейін. Вообще қалай оққан бәрісің сен адамды. Маймылдан кейін деп атым ғой, мысалы маймылдан кейін, маймыл жарылмай тұрады да, одан кейінгісі. Динозаврлардың заманын айтты ғой кезде, мынау қашан. Динозаврларды кім пайда қылды, соны кім пайда қылды, тышқанды кім пайда қылды. Волан-де-Морт пайда қылған, не ал? Кім онда Волан-де-Морт? Волан-де-Морт деген сол бәрін жасаған динозаврлар. Ол неме тірсі, мен ол танымадым ғой, актер ма, кино ма, бір киноны айтып отқан жазсың. Туылмаған сондай персонаж. Волан-де-Морт сол, короче, бірдеңе жаратады. Мүмкін емес та, мүмкін емес, бірдеңе өзімен чүкір. Телефонды да бір адам құрастырды. Сенің құдайыңды да жаратқан Волан-де-Морт ал. Дәлдеш. Кім Волан-де-Морт? Кім Волан-де-Морт? Волан-де-Морт деген сондай кейіпкер.
сондай Құдай- кейіпкер бәрін жасаған. жоқ Волан-де-Морт сенің құдайың ба? Жоқ, ол құдайдан да жоғары тұрады ол. Не ол? Құдайларды да жаратқан сол. Жоқ, құдайды ешкім жаратқан. Құдайды ешкім жаратқан. Егер бірдеңені біреу жаратқан болса ше, жаратқан негізі құдай деген сөздің тағы да қазақшалап айтқанда жаратқан деп айтылады да. Короче, бірдеңе жаратқан ғой. Адам мүмкін емес сен тышқаныңа сене салайшы. Тышқаныңа да сене салайшы. Жаратқанның жаратқаны ол деген сондай баланда. Жоқ, бірдеңе жаратқан болса, жаратқан нәрсе бар болса болды өмірде. Оны жаратқан мақұл. Құдайды кім жаратқан, оны кім жаратқан, оны шілей не қылмай қойшы. Құдайды да біреу жаратқан дей салайшы. Бірақ жаратқан нәрсе бар ма, сол құдай көрсі, сол жаратқан нәрсе. Болды, мен айтайын. Құдайды да біреу жаратқан. Болды, құдайды біреу жаратқан болса, оны Волан-де-Морт жаратқан. Сол Волан-де-Морттың шеше, сен айтып отқан сол сенбей жатқан құдай деп отқан сол. Құдай десе соны мойындайсыз құдай деп. Хотя бы. Құдайдан да жоғары тұрады ол. Бопты, сол Волан-де-Морттың танымай деген ше, шынымен сол жаратқан нәрсе бар ма? Жаратқан нәрсе бар ма, значит құдай ол. Жаратқан нәрсе жоқ. Волан-де-Морт деген адам құдайды да жаратқан сол. Мақұл, бұның әбісе сені қалай сеніңше, значит жаратқан нәрсе бар болса болды өмірде. Брат, өмірде жаратқан нәрсе болса болды. Сол короче, ол бар деген сөз ол. Иә, демек адамды сен жаратқан нәрсе болса болды. Адамды жаратушы ретінде мойындайсың ғой. Жоқ, адам короче, адамды да біреу жаратқан ғой. Өзіме сен айтпақшы, аспаннан түспеген анық ғой брат, оны сен сөзден қашып жатсың ғой. Онда бір нәрсе жаратқан ба? Сол құдай. Сол құдай. Құдайды да біреу жаратқан, оны адам жаратқан. Вот саған. Сол құдай жаратқан нәрсе. Алло. Алло. Иә. Брат, енді түсіндің ба бірдеңе? Алло. Болды ма, Ақпан? Болды ма, дәлелдедің ба, бітті ма? Жоқ, сен негізі көп нәрседе мен ұттың ғой, байқадың ба негізінде? Мен ұттым. Байқадым. Құдай бар деген сөз мен Байқадық. Иә, шыққан кезде айттым ғой, мақалаутқа жазсаң грамота шығарып береді сол. Соны алып неге бар деген сөз. Бір сөз айтқанда ше. Сен жеңдің. Ау. Сен көреш, жеңілген адам әңгімесі айтып отырсың ғой, брат. Ішің күйіп, деп өзің ана қатында не дегенді мойындамайды ғой, өзінше аузың. Ой, мойындап тұрмын ғой. Бар ма құдай жоқ па? Бар деп айтшы енді. Құдай жоқ, иә. Қалай жоқ? Сен мен жеңдім ғой екеумізді. Пікір таласына алдың. Кім жеңсе соңғы болады деді қой екеуміз. Соған келістік қой. Конечно. Сен жеңе бересің да, бірақ сенікі дұрыс деген сөз емес ол. Қалай дұрыс емес, бауырым, екеуміз соған пікір таластық қой. Екеуміз кім жеңсе соңғы дұрыс болады деп. Значит, мен жеңдім ба, сен мен жеңген мойындайсың, құдай бар деп мойындауың шарт қой, брат. Еркек болсаң енді еркек шеге сенесің ба? Жоқ, еркек шеге сенесің. Бірақ сенікі қате болды. Жоқ, брат, сен еркек шеге сенетін болсаң мойындау керексің ғой мені. Құдай бар деп мойындау керексің дәл қазір. Сен Ақпанды бар деп мойындаймын, иә. Ақпанды бар деп мойындаймын, сен бар деп. Құдайың жоқ, иә. Жоқ, сен қатынның әңгімесін айтып жатсың, бауырым. Қазір, еркекше. Әйел болсаң түсінетін, білә, әйел ғой, білә, сөзден қайтпайды деп ше. Сөзден қайтпайды ғой деп ше. Ақпан, сен бар ғой, мынандай да, негізі. Бауырым. Ақпан, қара. Бауырым, аузыңды мойындайсың, мен жеңсем құдай бар деген сөз. Қараса енді. Негізі жеңімпазды анықтайтын сонда сен ба бұл жерде? Дұрыс қой, сен өз аузыңды мойындап тұрсың, 4-5 рет мойындадың ғой, жеңдің деп, бауырым, болатқы не керек? Дұрыс қой енді, сенің версияң, сен рахат екен да, өзіңді өзің жариялап алып, өзіңе өзің пайғамбарлардан үйрендің ба, немене бар, өзіңді өзің жариялап ала бересің. Жоқ, бауырым, негізі құдайдың да бір құдіреті де, сен сияқты адамдарды құдай жаратқанда, біз сияқты қарапайым адамдарды құдайға бар ма, жоқ па деп сене ме екен деп, құдай негізінде өте ақылды, негізінде Алланың былай өзімізді шетте ойланып көрсек ше, сен сияқты адамдарды да құдай жоқ деп жаратып қойғандар бар да. Құдай, неге мысалы сен де өзің сені өлтіріп тастай алмайды құдай жоқ деген үшін. Себебі басқа адамдар арқылы да сені сынайды да, құдай ше басқа адамдар арқылы да маған сене ма, сенбей ма деп ше. Ол сенетін, сенбейтініңді әуел бастан біліп тұрған жоқ па ол?
сенетін сенбейтініңді әуел бастан біліп тұрған жоқ па? Ол сене ма сенбей ма деп қарап тұрса ол білмейді ғой, значит ол сенетін сенбейді. Жоқ, сен сияқты адамдармен біз сияқты қарапайым адамдарды сынап жатыр да. Сен сияқты адамдармен ше. Сен сияқты адамдармен біз сияқты қарапайым. Сенің сынауыңды сынап жатыр дегеніңдегі әңгімені қарасайшы. Сен бүйтіп айттың ғой жаңа, сене ма сенбей ма деп сынап жатыр деп. Сонда сол білмей ма не сенің сенетін сенбейтініңді? Жоқ, ол енді бізге не ғой, сынақ деген барын былай ғой. Сынақ деген, короче, шынымен Құдай сынап бізді өз еркімізге де бергенде көп нәрсені ше. Көп нәрсені бізді өз еркімізге берген. Құдай, істей ма істемей ма деп ше. Өз еркіңді сұрап жатқан жоқпын. Сенің сол сынақта сенетін сенбейтініңді біле ма деймін. Жоқ, оны Құдай басқарамайды. Оны Құдай өз еркімізде. Оны мен басқарам. Мысалы, мен де ерте азан тұрып Құдайға сенбеймін деуіме де болады. Сен де азан тұрып Құдайға басқармайды. Сен еще мына сөзіңде күпірлік сөз сенің. Құдай бірдеңені басқарамайды деген сөзіңде күпірлік сөз. Жоқ, барым. Ол күпірлік сөз емес. Құдай мен лично мен басқарамайды. Мен өзім қалауымда Құдайға сенем ба, сенбеймін ба, ол менің өзім қалауымда. Ой, Ақпан. Жапырақтың өзі Аллахтың қалауынсыз түспейді деген. А? Жапырақтың өзі Аллахтың қалауынсыз түспейді. Барлық нәрсе Аллахтың қалауымен деген. Сені басқарамайды, сонда сен Құдайдан жоғары тұрасың ба не? Жоқ, Құдай мен басқарамайды. Құдай ешкім басқарамайды. Адам бүкіл мұсылманда несіне айта салайын. Жоқ, тыңдасай, сынақ болмай қалады ғой. Барым, онда өзімізге өзіміз мен өтірік болып қаламын. Құдай мен басқарамыз. Наху сынақ болып жатыр, айтшы. Бәрекелді. Осыны ойланшы жатарда. Жоқ, Құдай мені басқаратын болса, бұл өмірді не сынақ деп сол мойындайтын болсақ, бұл мен Құдай мені басқарамайды. Өз еркімде берген, маған сенесің ба, сенбейсің ба деп. Осы сұрақты жатарда бір ойланшы, сол кезде түсінесің. Жоқ, саған жауап беріп жатырмын ғой мен. Несі ойланамын, мені басқаратын болса, бұл өмір сынақ болмай қалады ғой, барым, мені басқаратын болса. Осыны имамға барып қоясың да, Ақпан, осыны имамға апарып қоясың, сөйтіп имам саған жауап бере алмайды, сөйтіп атеист болып кетесің сенде. Жоқ, барым. Специально міне қарам, мен өз еркіме бергенде, өз еркімдемін да, мен Құдай басқарамайды да, мен барып бір пышақ тығуымда мүмкін, чоқ at пышақ тығуымда мүмкін. А? Құдай басқара алады сен. Басқаратын болса, сен неғып онда өзі жауап тұрсың сен? Мысалы, ондай нәрсеге сенетін болсаң, сен ерекшесің ба, или бәріне ерекше сен Құдайдың баласымын деп кетпе қазір тұрып апшы. Мысалға сен ерекше емес шығарсың. Сен Құдайдың қалағанын істейсің ғой. Жоқ, Құдай мен қалаған істемеймін. Мен өзі қалаған істеймін да, Құдай соған қарай мен жазылайды. Солай түсіндім. Онда барлық нәрсе Құдайдың қалауымен деген өтірік онда. Жоқ, сәл бүкіл нәрсе Құдайдың қалауымен дегенге де мен кішігірім. Сеніңе де қолдануға болады, сенің де дұрыстау дегенге болады да, бірақ менің де дұрыстау болады. Жоқ, ол жерде жоқ, егер мен бәрі нәрсе Құдай шешетін болса, бұл өмір не болып қалады, брат? Қалай айтсам екен, Құдай шешетін сынақ болмай қалады. Сынақ деген сөз өтірік болып қалады. Құдай шешетін болса ше. Мен тықсам да болады, брат, тықпасам да болады. Оны Құдай не қыламайды, маған не қыламайды, қалай айтсам екен. Ол вот саған еркіне береді да, Құдай шешетін. Жоқ, тықам ба, тықпаймын ба, өзім білемін да. Бірақ сен Ау? Ол Құдай біледі ғой сенің тығатын тықпайтыныңды. Жоқ, оны білмейді. Оны білет деп сенге адам болса, Құдай жоқ болып қалады, брат. Құдай оны білет десең, Құдай жоқ болып қалады, өтіп болып қалады. Ақпан сен, ой, мына. Жоқ, сен мен сияқты жауап бере алмайды. Соңғы брат қарасай, сен нақты. Сен андағы жауаптарыңмен діннен шығып кетіп жатсың ғой? Жоқ, діннен шығып кетіп жатқан жоқ. Құдайдың бар екенін мойындаймын ба? Намаз оқимын ба? Құран оқи аламын ба? Намазды сен оқи алмайсың енді. Намазды сен кәлимаңды айтып сосын оқисың. Жоқ, сен онда типа сен короче не болып жатсың ғой, барым берді. Сен типа мен неме сен тұрсың да, мен неме арқылы типа маған шабуылға шығып жатсың ғой, сен тұрсың ба? Жоқ, сен екі күпір сөз айттың. Құдай мені басқара алмайды, сосын Құдай білмейді деген сөз айттың. Ол күпірлік қой, ол діннен шығады. Жоқ, қайда күпірлік деп айтты, қайда күпірлік деп. Жоқ, Құдай мысалға ше. Құдай бәрін білуші. Сен білмейді деп айттың. О, жүрегіңдегі нәрсені біледі, ішінде сен не ойлап тұрғаныңды біледі да. Жүрегіңде, бәрінде, бүкіл нәрсені біледі. Жоқ, Құдай ол басқаратын болса бар ғой, адам бәрі не болғаны, типа робот болып қалады ғой. Типа, сен типа ана, жоқ. Короче, Құдай сынақ деген нәрсе бар ғой, сынақ деген сөз отыға кіргенде өзің белгілейсің ғой, короче, өмірді, саған өмірді қалай сынақ деген нәрседе сен типа айтып жатсың ғой, Құдай сен басқарушы болса, сынақ деген нәрсе типа ұбт деген сияқты сен А вариант белгілейсің ба, Б вариант белгілейсің, С вариант белгілейсің өзің қалауыңда.
өзің қалауың. Сол сияқты өмір сынақ. Қай вариантты Жақсы адам болып өмір дұрыстап жүрмесең, өзіңе сол қай вариантты белгілейтінді Құдай маған берген еркімді өзіме беріп қойған, ол ешқандай күпірлік емес, маған берген. Қалаған вариантын белгіле давай өмірде деп ше. Қабырғаңды сындырасың. Ол мен орнына жауап бермейді да, бір үзіп айтқанда, мен орныма Құдай вариант белгілеп бермейді да. Сабыр et, қабырғаңды сындырасың. Түсіндің ба, брат? Енді түсіндің ба? Түсіндім, жарайды, иә, түсіндім болды, иә. Қой құрсын жа. Сен жеңілдің ғой, дұрыс па? Жеңіл, иә, жеңіл. Алло. Ата сенге жеңілсең Құдай бар онда, болды, короче. Сен қатындар сияқты мына ойла деп. Жоқ, сен қатындар сияқты қашасың да, сен жеңілсең Құдай бар ғой, брат, екеуміз пікір таласудан алдын, біз екеуміз кім жеңсе соңғы дұрыс болады дегенбіз, значит, мен жеңдім, ол Құдай бар деген сөз. Бір үзіп айтқанда. Сен мойындау керексің қазір, бір үзіп айтқанда ше, ана сенің ғылыми неңмен былай. Ау. Сен жаныма шығасың. Жоқ, сен мойындау керексің ғой сен. Жеңілген мойындап, мен айтқан андай мойындау керексің ғой біз айтқанда. Мен эфирді записін кейін эфир ютубқа шығарам. Сол кезде ютубта бір тыңдап отырып, сен исламға қайт не қылса, бұл болмайды сенің мәжірсің. Жоқ, сен типа, сен вообще қуып кеттің, брат, негізі ана. Типа, жеңілгенді бар ғой, мінезің сен қатындар істеген сен, сен барым. Әйел адам болғанда ше, білә, әйел ғой дейтінді қой. Әйелмен шешіп бүйтіп ерекспеймісің. Негіз бар ғой, мен айтайын, атеист бар ғой, еркектен шықпайды ше. Атеист еркектен шықпайды, әйелден жат шықса. Бір үзіп айтқанда ше. Әйел сөзден қайтпайды да, сөзден қайтпайды. Сен еркексің ғой, сөзден қайтып, мен мойындау керексің қазір. Сен жеңіліңді 4-5 рет айтып қойдың ғой, ютубта да айтады, саған жеңілдің ба, котыңды қыстай болды дейді саған. Сенің версияң бойынша жеңілдік, е. Жоқ, сен, ой, бля, ол қатынның әңгімесі айтып отырсың, еркекше. Дұрыс қой, сен өзіңді өзің жариялап алдың, өзіңді өзің жеңдің деп жариялап. Сен 4-5 рет айттың ғой, жеңілдім деп еш. Короче, ладно, сен өшін қуқеттің тышқан дегенің бірақ ғылыми негере естіп қойса, бля, олар басқаша болып қалады. Тышқан деген нәрсе не іздесең табасың ғой, сен іздемей жатсың ғой. Жоқ, ол мүмкін, бля, тышқан деген нәрсе оқып қой, мектеп талай оқыды, мектепте де оқыды. Тышқан деген нәрсе бүгін естімей ерекше мектепте жақсы оқығанмын, биологияны да бәрін беске оқып шыққанмын. Бірақ тышқан деп айтпаған ешкім маған. Динозаврлар кезде адам болмаған, көреш, бауырым, мен айтайын. Адамның ештеңесі болмаған. Сонда шеше динозаврлар бәрі қырылып кетті, адам қалай пайда болып қырылмай кетті. Сол жерде тышқанда жерін асып кетті ма? Бауырым. Сол сен айтқан тышқан міне дұрыс. Динозаврлар, қара. Жоқ, ондай, былай қара. Динозаврлар жер бетінде жүрген кезде қазіргі сүтқоректілердің аталары, кішкентай тышқан сияқты тіршілік иелері, олар үндерде өмір сүретін болған, сосын жаңағындай түн ішінде түнгі өмір салтын ұстанатын болған. Динозаврлар жойылып, жер бет күндіз қауіп азайғаннан кейін олар неге шыға бастады? Күндіз шыға бастады, сыртқа шығып еркін өмір сүре бастады да, сөйтіп сүтқоректілер көбейіп, үлкейіп кетті. Содан кейін ол бері қарай приматтар адам болып кетеді. Жоқ, динозаврлар енді бар кезде сен бір тіршілік иесі болып дейсің, арғы адам. Енді сол динозаврлармен бірге қырылып кеткен, жерге метеорит түспеген ба? Динозаврлар жойылып кеткенде, бүкіл тіршілік жойылып кеткен жоқ. Оны мойындайсың ба? Динозаврлар бар кезде? Астероид. Сол кездегі адам тышқан атамызды да жеп жойып кетті замат, олар жердің астында болған. Ой, шеше, астероид жер бар ғой, тастады ғой. Жой алмайды. Себебі астероид Чуксулуп деген астероид түскен жерімен жаңағы айналасындағы нелерді қырып жіберген. Бірақ бүкіл жер бетін қырмайды ғой ол. Ол жаңағы одан кейін басқа себептермен жойылып кеткен көпшілігі. Жоқ, бауырым, ол өтірік болып кетті. Ол қырған нәрсе астероид ол. Сүтқоректіңді да бәрін аямайды ол. Адам бір шыбын жаққан. Ауа сияқты бірдеңе болып жүрмеген. Бәрін қырып жоқ, бәрін қырып жіберді. Екінші рет Құдай қайттан жаратты ғой, короче. Бауырым. Оқысайшы енді. Сол туралы ғылыми нелерді оқығанмын. Сен оқышы, біле қаяқтан оқыдың сен шеше. Мен оқығанмын просто ше. Сен дұрыс оқымағансың кітапта. Астероид сонда жерді екке жарып тастады ма? Бауырым, бәрін қырып жіберу керек қой, бәрін жермен қалай қырады? Ол астероид қылса тас емес, граната емес. Астероид қалай бәрін қырып жібереді, айтшы ал. Гранатаның өзі бар ғой, бір жердегі гранатаның өзі бар ғой, гранатаны тастасаң,
өзінің көлеміндегі жердегі бар ғой, өзінің көлеміндегі 20 километр квадрат десайықшы, 20 километр 1 километр квадрат десайықшы гранатаға ше, қаншамен шашылатынын білмеймін гранатаны ше, біз мысал дейікші, 1 километр квадрат па граната, мықты граната болса, жанаса тышқанның мемория жоқ қылсайды гранаталарын ше, атом бомбалары ше. Граната деген себебі ол шашырайды. Астероид ол шашырамайды. Астероидтің атом бомбасынан да атом бомбасын астероидтің маңына да жоламайтын жар. Өзінің несіндегі атом бомбасы жоқ қылып тастайды ғой, жернасы тышқанның себебі атом бомбасы себебі ол жарылады, үлкен энергия бөледі. Анау жерге соғылып жатыр ғой просто. Жоқ, соғылып енді ол да энергия бөлді, басқа қылып жоқ қылады ғой. Енді жоқ қылғанда ол жарайды, бір Америкадай жерді жоқ қылады, жарайды. Бір Америкадай жерді жоқ қылған шығар. Бүкіл жер бетін жоқ қылып тастамайды ғой. Жоқ, брат, короче, сен екі сұраққа жауап бере алмадың. Бірінші сұрақ, бірінші адам номер первый таба алмадың, тышқанның первийінде маймылдан кейін тышқанға білесің, жаңалғашсың, сен саған Нобель сыйлығын беру керек. Мектепте мен де сен оқымағансың мектепте. Мектептің бағдарламасында тұрған нәрсе сен не үшін маған Нобель береді оған? Жоқ, сен тышқан деп жаңалғаш жүрмін, мен мектепте жақсы оқыған баламын. Мен мектепте жақсы оқыған баламын, Мектепте жақсы оқымағансың сен. Ақпан сені жақсы оқыдың деп алдап жүрген сияқты мұғалімдер. Ой, бля, сен қуып кеттің, короче. Сен вообще қуып кеттің. Жоқ, серьезно айтамын. Бір кітап бүгін қазір ғана оқулық KZ деген сайтқа кірші. Оқулық KZ деген сайтқа кір. Барым, еркек боп пікір таласайықшы, еркек боп. Қатын болмай, еркек боп таласайықшы, еркек боп. Сенге жеңілсең бұл қатындар сияқты сені алда жүре салған деп қуып жүрдің ғой. Бір таласты да жынысқа бөліп алдыңдар ма, немене қылдыңдар? Жоқ, еркек боп өмірде шеше еркек сәл әйелден сәл басқаша не болады, шеше ол. Любой Құранда да, шеше Құранға сенбейтіндердің арасында да еркек сәл басқаша сөйлейді, оны мойындайды. Жас еркек емес екеніңді де мойындамайсың ба? Басқаша сөйлемейді ол, басқаша сөйлейді. Жоқ, неге сенесің өмірде еркек пен әйелге де сенбесең, еркек пен әйелден еркек бір сәт жоғары тұрады ғой, жалпы мықты ғой былайша айтқанда. Әйелдер сонда сөзінде тұратын әйелдер жоқ деген келіп тұрмасаң да? Аздау болады шеше, ол әйел. Сөзінде тұрмайтын еркектер жоқ деп тұрсың да? Бірақ қума ше ондай нәрсенің жынысқа қатысы жоқ. Нағыз еркектік қасиетті еркек деген ол бір сөзді болу керек, сен сияқты қатын сияқты жеңілгеніңіз деп басқа темаға бұрып жүрмеу керек та, еркек сәл басқа сөйлеу керек, нағыз еркек. Жас қатындардың өзі мойындайды, бір қатынмен барып бір сағат сөз айтсың да саған айтады, шеше қатын болмай ұрып кетші бар дейді. Еркекше айтады. Сен қатындар точно айырасың мынандай темппен ше? Жоқ, любой қатынға барып алдында сөйлей бергенде құршылар қатын сияқты сөйлей бермей кетші бар дейді саған. Любой қатындардың өздері де мойындайды онда сен. Басқа біреу болса, ренжіме, бірақ басқа біреу болса саған сөйтіп айтатын еді сен мына жерде. Берекені алып қойдың ғой бәрі. Жоқ, любой мен саған айтамын, өйткені сен жеңіліп жатқан кезде сен қазір қуып жүрдің мектепте де сен алдап жүрген деп ше, типа мектепте де сен деп мектепте өйтіп қоймайды. Енді дұрыс қой, енді оқыдым деп айтып жатсың, бірақ оқыған адам білетін мен сен сәл саған неғып қойшы сөзді көйтпейін деп жатырмын да, тышқаныңа да жарайды деп отырмын да, тышқаныңнан кейін жарайды деп айтпа сен, ол кітапта бар екенін тексеріп көр. Сен айтып тұрсың ғой, сен сәл білгіштесің ғой, саған кішігірім сен тұрмын да, тағы сұрағына сенгеніме тағы екінші сұрақ бар да, сол тышқан қаяқтан пайда болыпсың, номер первый деген нәрсе бар өмірде. Номер первый деген жоқ ол жерде. Бар шеше, дәл осындай сен өтірік нәрсе бар. Бар. Жоқ. Бар, қай жерде айттың номер первый деген нәрсе бар, номер первый деген нәрсе. Номер первый деген жоқ ол. Құранда бар шығар ол, басқа жерде жоқ. Жоқ, соны ғылым нақты дәлелдеп берсе, номер первый деген нәрсе қаяқтан пайда болады. Вот сен жер өзіме жерде Құранда айтылған негізі бір соғысқаннан пайда болған да, жерші соғысқаннан бір жерде жазылған. Соғысқаны Құранда ондай жоқ қой, не өтірік айтып отырсың? Жоқ, бар, бір жерінде оқығанда бар. Жоқ, жерінде соғысқаннан пайда болды деген жоқ ондай. Жер домалақ па или тіке ма? Қалай ойлайсың сен? Тегіс жер деген, тегіс, жалпақ. Домалақ емес, е? Домалақ деп кім айтып жүр оны? Ғылымда домалақ деген қойшы. Ғылымыңда ғылым айтқан ғой, негізінде соны домалақ деп, домалақтығынан. Просто Құранда тегіс деп тұрғанға тегіс деп ойлап жүрмін. Жоқ, барым, негіз жер домалақ екенде сен сенбейсің, дұрыс па? Сен ойынша жер теп-тегіс. Құранға сеніп қалдым да мен, Құранға сеніп қалып шатасып қалдым, жарайды. Бопты енді тегіс деп атында, сен тегіс деп атсың, соны мен
былай адамдарға жер домалақ, жер тегіс деп айтып жатқандар да бар да. Соған бір нем жетпейді де. Мысалға ше, жер маған 3 бұрыш бола ма, маған 5 жұлдыз бола ма ше, оны типа ғалымдар адамды алдап жатыр, негізінде жер тегіс дейді да біреулер ше. Сәләфилер көбінесе сөйтіп айтады, сәләфилер ше, жер тегіс деп жүреді да. Сон не пайда деймін да, жер 3 бұрыш бола ма, жер 4 бұрышты бола ма ше, маған ерек бола ма ше. Ол адамды алдаған не пайда бұл? Өйткені ол білім пайда береді. Жоқ, пайда береді, дұрыс па? Енді бір жерлерде тегіс дейді, бір жерлерде негізі ғылым, сен ғылымға қатты сенгіш үшін, сен негізі Құдайдан көп ғылымға сенемін дедің бағана сөздің басында ше. Ғылымда жерді домалақ деген, жерді ғылым жалпы Нобель сыйлығын алғандардың бәрі де жерді домалақ деген. Жерді домалақ деген. Жоқ, жерді жалпы ғылыми неде мойындалған Біріккен ұлттар ұйымы жалпы несінде жерді домалақ деп айтқан. Тегістемеген жерді домалақ деген солар. Онда Құранға қайшы болып қалады ғой. Онда Құранға қайшы болып қалады ғой. Құранда жер домалақ делінген. Делінген, брат. Құранда жер домалақ делінген. Құранда жерді төседік. Біз қандай жақсы төсеушіміз деп айтқан. Дөңгелекті төсек қойдыңдар ма, не қылдың? Жоқ, бауырым. Құранда жерді неған ғой, түйеқұстың жұмыртқасына теңеген ғой. Түйеқұстың жұмыртқасына теңеген. Сол айтқан Мұхаммед пайғамбардың айтып кетуінде жердің пішіні жұмыртқа тәріздес деген. Жұмыртқа домалақ тәріздес қой түбінде. Жұмыртқаға қарасаң, түйеқұстың жұмыртқасы тәріздес жер деп кеткен. Болса, қазір түн болды, Америкада таң атып жатыр мысалға. Бәрінде таң атып түн болу керек ғой. Жоқ, мысалға ше, барып жер тегіс болса ше, Америкада неғып таң атып жатыр қазір, мысалға ше. Мысалға, соны жауап берші, неғып таң атып жатыр Америкада, бізде түн, қап-қараңғы болып кетті аспан. Әр жерде әртүрлі уақыт, мысалға. Оған нақты жауап бере алмайсың, дұрыс па? Сол домалақ болған үшін ғана жер әр жерде әртүрлі, егер жер тегіс болса қазір бәрімізде бірдей болатын еді, күн бірдей түсіп тұрар еді бәріне. Не дейсің бауырым бұған? Алло. Алло. Сөйлесе бауырым, қайда кетіп қалдың? Бауырым. Сен сөйтіп ұнап қалғансың жаным, келдің бе кетем демеші, бәрі бекер демеші, жүректі мекендегенсің. Болды ма, Ақпан, ризасың ба, жақсы ма? Жоқ, енді жер тегіс дегеніңе жауап берді сен. Жоқ, жердің тегіс екеніне күмәнің болмасын. Алло. Жоқ, қалай күмәнің болмасын? Күмән бар ғой. Өйткені бізде таң атып Америкада қазір не болып жатыр ғой? Түн болып жатыр, Америкада таң атып жатыр ғой. Әжептегі күмән ғой. Ғылыми түрде күмән ғой. Дұрыс, молодец. Жарайды енді, жақсы. Жоқ, енді сен мына комментарияда айтты, бәрі сен жеңілді деп жатыр. Құранда жер домалақ деп айтқан адамдар, жерді түйеқұстың жұмыртқасындай деп айтқан. Бұл комментариydағыларды сен сатып алғансың ғой просто. Танымаймын да ғой, біләд, нағыз қатын екенсің, бауырым, сенде қатын мінез бар екен. Сәләфилермен де кішігірім общение ұстамағансың ба бұрын сәләфилермен? Ой, сәләфилер сені жеп қояды ғой қуырып. Сәләфилер, олар, короче, солар жер тегіс деп ойлайды негізінде ше, солар жер тегіс деп айтады түбінде. Сәләфилер қуырып жеп қояды ғой, сен дін жағынан келетін болсаң, олар шаман келмейді ғой. Бауырым, сен нағыз қатын мінез бар екен, сенде еркек мінез емес, қатын мінез бар екен. Қай жағынан келсең де сәләфилер бытшытың шығарады сен олар. Мен сияқты. Жоқ, олар бізге жоқ сәләфилер. Қатағымен солар сәл жүріп кеткендер. Сәләфилер мықты ғой.
Sen bауырым, жеңілгенің үшін еркек болсаң, Құдайдың бар екенін осы жерде мойында да, еркек болсаң, қатын болсаң, білмеймін мен де. Мінезің еркектің мінезі болса, еркектің мінезің болса, Ақпан, сен жеңілдің. Ақпан, сен жеңілдің. Қалай жеңілдің? Бағында 4-5 рет мойындап қойдың ғой жеңдің деп. Нағыз қатын мінезі бар екен сенде. Жоқ, сенің версияң бойынша екі варианттың біреуін сен алып алдың. Жарайды. Енді мен өз версиям бойынша сені жеңілген қылып жария салайын да онда. Сен мен былай сұрақтарға көмемадың ғой, брат. Жердің текстігінде не қыламадың. Сағасы домалаққа келмей сен мойында. Mesela ғылым шеше сол. Сен айтып бақшы анау шеше Эйнштейндардың бәрі, Ньютон, Эйнштейннің бәрі де сол ғылымдардан мен бәрін тани бермеймін. Нобель сыйлығын алғыштардың бәрі де жерді домалақтап кеткен ғой соның бәрі. Ішінен бір текстіген шыққанда не болады? Олардың бәрі шешесіген далбайыптар ғой, олардың бәрі жөн. Сен сияқты адамдар да олар ше жөн тексермей. Жарайды, Ақпан, рахмет, ладно, молодец, ризамын. Сен, короче, бауырым, в общем, не қатын мінездігің бар екен, мен саған айтайын. 15 минут кеп кіргенсің, негізі бар ғой, 15 минут емес, 1 сағат отырдың. Жоқ, сәл қатын мінездігің бар екен, еркекше. Сен жеңілдің ғой, давай. Жарайды, давай, короче. Ақпан, контентті өлтірдің ғой, Ақпан. Красавчик. Тарылды. Ой, ема, басылмай қалды. Шашып тастады, базар жоқ. Не айтарымызды білмей қалдық қой. Жек қойды, сөз жоқ. Дауысы құлағыңда қалып кетті, мына түсінде көреді бүгін біраз адамның. Давайте, лайк басыңдар, подарка атыңдар, давайте. Талпынысы бар, оттегі туралы білу анау мынау адамның несінен келмейді. Анау мынау адам біле бермейді, оттегінің құрамы жайлы сол замандағы туралы. Даже мен де көп білмеймін. Көп адам ойламайды ол туралы. Номері бірінші адамден тапқан кезде осы кісіге хабарласып болсақ, басқа амал жоқ. Первыйды табамыз, сол кезде хабарласамыз. Кеудесін ұрғаннан қорқып кеттім мен просто ше ортасында. Ортасында кеудесін ұрып ашуланып кетті. За Цезаря болды ғой. Энтузиазм, жанын берейін деп, не деген энергия десейші. Футболкасын, білем, футболкасы аман шығар. Футболкасы аман деп үміттенеміз. Келдің ғой кетем демеші, бәрі де бекер демеші. Қыпшақ. Алло. Ассалаумағалейкум. Намасын. Мен бағана сіздердің эфирлеріңізге қаншама күндер, неше күнден бері қарап отырмын да. Сіз бар ғой, негізі білімді адамсыз, мен сіз байқап отырмын, сізге хайп керек сияқты ма деп ойлап отырмын да. Сравнительный ол, просто кіріп атқан кісілер кішкене дұрыстау айтпағасын солай көрінеді. Шамалы дұрыстау айтпаған андай не. Көбінесе кіретіндер бір діннен хабар жоқ, шамалы білетіндерін айтқысы келіп кіріп атыр да, бірақ жеп қойып атсыз ғой деймін да, қуырып тұрып. Ондай жоқ.
сосын мен ойлап отырмын, негізінде білімді адам деген. Ораторсыз ғой сөзге келгенде ше. Аузын ашамай қалады ғой кейбір кісілер. Бәріне ответ дайындап отыратыныңызға риза болып жатырмын да сізге. Сосын мынау ютубтарда нелерде жүр ғой жаңа жын шығару дегендер. Анау кәдімгі сөйлетіп атқан, ол адам емес жын сөйлеп атқан деп ше. Соларға қалай қарайсыз? Сенбеймін оған. Ол видео бар осы каналда. Мен сөзге видео жасап қойғам. Мен ойым сондай. Психикалық ауытқу ғой негізі. Адам сенімінен келіп шығатынын бәрі. Өйткені білмеймін ғой, әйел адамдар, еркек адамдарды жатқызып алып, мойындағы күре тамырынан ұстап тұрып, сүрелерін оқып, анау адам емес жын, нешеусіңдер, біз осындаймыз деп сөйлеп жатады ғой әйтеуір жындар. Шығасың ба, шықпайсың ба деп айтып жатады ғой. Иә, бар мұндай. Бірақ ол жерде жаңағындай видеоны қарау керек в общем. Психикалық бір синдромдар бар, сонымен тура сол адам өзін солай ұстайтын. Расстройство личности деген сияқты, истерия, біраз синдромдар бар, соған сәйкес келеді. Сосын оған плюс адам сенімі қосылады да, сондай нәтиже береді. Өйткені христиандарда мысалы Библиямен бақыртып атады, оларда да бір демондар сөйлеп атады. Әркім бәрінде рабочий системасы бар да. Дұрыс айтасыз, бірақ кейде білмеймін ғой, әркім өзінікін дұрыстап атады ғой енді. Библияны біреулерден сұрасаң айтады, Библияның арасына өздерінің сөздері қосылған. Өйткен қарап отырсаң, Библия мен Құран екеуінің ішінде сөздер тең келетін сияқты мен үшін. Бір адам бір-біріне көшіріп алып деген сияқты. Анада да адамға қиянат жасауға болмайды. Ана бүйтсең күнә болады, бүйтсең күнә болады, орыстарда да сөйтсең күнә болады деп, ояқта да бір-бірінен көшірілген кітаптар сияқты. База ғой, база. Элементарный нәрселер ғой, адамдар айтады. Біреуді өзіңе тартқың келсе, жамандық жаса десең артыңнан ешкім ермейді ғой. Иә. Жақсы болайық деп адамдарды кіргізіп аласың. Ол жақсының ішіне араластырып жібересің да, кішкене білдірмей ше. Арақ қосып берген сияқты. Негізі сіздің де діннен хабарыңыз бар ау деймін мен, сол байқап отырмын. Сен сүрені ашып қара, сүрені аятын қара деп. Дінде болған ғой баяғыда. Бәсе сондай бір адамсыз ғой, айтпесе деген. Қарапайым адам мынандай анандай жауап, неше түрлі ответ, қандай аят, қандай сүре, бәрін айтып жатсыз да, соны мынау тегін адам емес ау деп отырмын. Бір мұсылман болғанымыз бар. Сосын бір адамдармен сөйлесе бересің, бәрі бір әңгіме айтқасын, үйреніп қаласың. Иә, мен де енді білмеймін ғой, енді күпірлік келтірмеймін, қорқамын. Қорқатын ештеңе жоқ, рахмет, ризамын. Жаман жазып отқандар, мутқа тығам қазір. Күнде 100 боқтау естеймін, айналайын ағайын. Күнде 100 боқтау естеймін, барлық неше түрлі естіп жатырмын. Бір адам келіп бір жақсы сөз айтып қалса, немен жаман комментарий жазасыңдар? Оңбағансыңдар ғой қазақтар ше. Арасында бір жақсы сөз естіп тұрайық та, күнде боқтау ести берем ба? Малдан бастап түгімді қалдырмай боқтайды ғой, біреуің бірдеңе демейсің. Арасында келіп біреу бір ауыз жақсы әңгіме айтып қалса, скаузер деген сияқтылар, нокс деген сияқтылар, мутқа тығып сайын, блокқа тығып сайын сендер. Не әңгіме мынау енді, кішкене қазақ деген біреу сол жаман үйреніп қалғасыңдар да, мен боқтай бергенге жаман үйреніп қалғасыңдар. Мен боқтамайтында бір адамдар шығатын шығар арасында. Не болдсын? Бір күні джип мінгізетін шығар біреу қаяқтан білесіңдер. Қойсаңдаршы ондайлар. Күніне 100 адам мақтап атса, жазсаңдар болады да. Бірақ бір жылда бір 2 аптада бір адам мақтаса, кеп осындай жаман комментарий жазасыңдар.
Дәмесінің зорын дейді. Не болыпты дәмеленбей? Отыр ғой міне астында. Неше түрлі олигархтар. Көре алмастық қой бұл, көре алмастық. Райымбек өзім ақ менгізем деп тұр байып кетсем. Байып кетеді скоро. Дұға жасаймыз Райымбекке. Сол жамандамаса стрим болмай қалады дейді. Ештеңе жоқ, ондай көре алмастық жасамаңдар. Арасында бір дұрыс, жөні дұрыс сөзде естіп тұрайық та. LX 600 дейді. Болады маған Райымбек. Болды Райымбек. Алам ғой. Скутер дейді. Ой, скутердің өзі оңай емес. Коблеттар кетіп жатыр дейді. Иә, мен бәріңе айтылатын хейтті мен өзіммен алып кетем. Сосын маған сенсеңдер, маған мәшіне мінгізсеңдер, сол кезде жәннатқа барасыңдар. Ана дүниеде аласы дейді, жоқ. Осы дүниеде жетейік десең. Ерсін ұстаздыкінен жақсырақ алыңдар, е. Қарайсыңдар ғой өздерін. Шелек көп отсың. Ой, бұны Ардақ деген жұмот. Велигімді бір айналып келуге берем дейді. Лично. Ай, қазақтар. Соны айтып, тиктоктағы цель орындалмай жатыр ғой, қаяқтағы машина. Мына жақта 66 қанша? 600 монеталық цель орындалмай жатыр. Қаяқтағы машина, ё-моё. Қиялдап кеттік қой кішкене. $600 монета атамай жатыр. Машина туралы әңгіме ауыр кетіп қалды негізі. Сол ғой, жоқ болсаң көре алмайды, бар болса бере алмайды. Жігіттер жаман істе, кәсіп етпе. Ой, рахмет, Гүлзат, Ержан. Ардуши. Хотя бы өстімесеңдер болмады. Скаузер дегендерде ят жоқ вообще. Солға темшік боламай жатырық қой, темшік. Ай, жамағатым, аман болыңдар айтыр. Жігіттер жаман істе, кәсіп етпе. Сол жамағатымыз жұматтау болып тұр кішкене. Жамағатым сәл жұматтау болып тұр да.
қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ тауым жанып мұны ішкенбіз қашан өткен суға түспедік уақыт үшін істедік бірлігімізді Алла қаласа бәрі болады, иншалла. Иншалла бәрі болады. Болады бәрі реттіммен, үндірме айналаңды. Қашан өтпен суға түспедік, уақыт үшін істедік. Бірлігіміз көктем Subhanallah дейді. Япурай маржантарай халала кулилай шеркендай дәуренай дәурен Post-traumatic syndrome. Домбыра жоқ болып жатыр қазір. Домбыра шығып қалуы мүмкін, ертең ба домбырамен кішкене ойнаймыз. Ертең не қылса ыңғай болып отса домбырамен кішкене эфир жасап жүрміз. Барион мод, мә қызықтың бәрінен қалып қалдың, Барион. Бізде жаңа Ақпан деген керемет бір адам келді. Өте қызық болды. Если что, ютубтан қарайсың ғой. Ютубқа салам. Өте қызық бір сұхбат болды. Қашан өтпен суға түспедік, уақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп Норвегиямен ойнап жатыр ма айтпақшы, Холландтар Алматыда жүр дейді ғой. Холланд Алматыда жүр дейді, Норвегиямен болып жатыр ма, матч басталды ма? Сбор домбыра дейді, жинайсыңдар ма сбор? А, 0-0 дейді. Бірінші таймда 0-0 болса нормально.
норм домбыра 200-ден жоғары тұрады ғой. 200. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Атыңыз кім болады? Менің атым Қожа. Жоқ, шынымен. Шын атым Қожа берген. Қожа берген. Иә. Қай қаладан боласыз? Щучинск қаласынан бол. Щучинский, это Көкшетауда, да? Аха. Алинка витаминка дейді. Сізге бір нәрсе айтпақшы едім. Мен Шымкент қаласынан болам да. Алланы өзі кешірсін, Құдай жоқ деп жазыпсыз. Алланың өзі кешірсін, бірақ мына сөзді айттыруға сіз мәжбүрлеп жатсыз да. Былай ғой, бізде Шымкентте Жетісай деген жер бар. Дұрыс па? Естігенсіз ба? Жетісайда ешектер көп. Со ешектер жабылып Недосказанность қалып қалды ғой ма? Недосказанность қалып қалды ма вообще? Шығып кетті ғой мынау дейсің ғой. Әпкем-ай, недосказанность қалып кетті ма? Енді жарылып кетіңіз, давайте. Қазір бала-шағаңды боқтайсың енді сен қазір. Күйеуіңді боқтайсың, телефоныңды лақтырасың ба білмеймін. Айналасын қирататын әпшем бар ғой қазір. Ішінде қалып кетті ғой, жанып тұр да. Енді атай шықпай Жетісайдың ешектарына обал болды енді қазір. Алинка охотаға шығады ғой. Ай, ептің. Енді қазір мына тәтем террорист болады, айналасын қырады қазір. Недосказанность қалып кетті ғой депші. Ешектермен қосып айырады қазір Жетісайды. Алинка. Ой, бля. Алинка, что там? Ой, бля. Ешектер шықпай қалды. Ешектер шықпай қалды. Плотно болды ма? Тәңірліктер дейді. Тәңіршілер жоқ қой бұл жерде. Ай, Алинка, жылап атқан шығарсың, е? Қырылып атқан шығарсың айналаң. Ешекте ешек пен перістеден басқа әңгіме жоқ бұл кісінің. Зоофилдар ма не дейтін еді бұны? Жануарлармен болып жүреді Алинка. Адам зорлайтын есектер дейді. Бүгін Шымкенттің регінде жүрміз. Адам тауысып жануарларға шауып кеткен ба немене бәле құдай. Ой, қиын болды ма? Бүгін әйтеуір әдем персонаждар болды. Спецпарады дейді. Қашан отқан солға түспейдік. Макрон, ютубтан қарайсың ғой? Ютубқа салам. Ютубтан қарасаң болады. Біраз қызық болды негізі. Мен нені
комментариймен бірге записьті қалай салса болады екен, қалай жазамыз, эфирді комментарийлармен бірге қалай жазамыз? Мен кіріп жазу керек па? Негізі комментарийлармен қызық қой. Вообще тема болушы еді. Сол ғой. Запись экранын басқа телефонмен жасау керек та. Сол запись басқа телефонмен эфирдің записін жасау керек болып тұр. Бірақ ол ұзақ уақыт қаншаңғы шыдайды дейсің. Жоқ, мен запись экранын жасасам, менің дауысым естілмейді да ол жерге. Мен өткен микрофонға сөйлеп отырмын. Шыны басқа телефонмен жазу керек. Либо компьютермен жазайын десең, оны постоянно компьютермен отыра алмайсың. Микрофонмен жазатын бар ма айфонда? Айфонда микрофонмен бірге жазатындар бар ма? Сол гигабайты да ауыр болып кетеді. OBS-тің телефонный версиясы бар ма екен? Сол ғой. Гость комменттер көріну үшін бізге записьті басқаша жасау керек. Гост емес, гость. Алинка. Мягкий знакпен жазсайшы. Гост несі? Гост деген ол мемлекеттік стандарт. Қона дейді. Ютубта парақша профильде тұр. Жақсы халқым, давайте. Келесі жол жолығамыз енді. 2 сағаттай отырыптық. Эфирді запиське шығарам. Ютубқа салам. Демалайық құрсын. Аяқ доп көрейік барып.